Ал енді біз сабақты бастайық. Уақыт келді. Қатысам деушілер. Бізде қанша адам қатысты? Менің экранымды көріп тұрсыздар ма? Экраныңызды көреге қойған жоқпыз. Енді көрініп тұр ма менің экраным? Иә, бастап атсыз, бірақ бізге шыққан жоқ әлі. Көрінуге бола ма екен? Майда болып көрініп тұр. Жоқ, мен әлі... Қатысушылар көрініп тұр. Қазір қатысушылар пока осылай. Тағы да қазір мен группаға жазайын. Бүгінгі біздің сабақ, жалпы қазір мен программамен таныстырып өтемін. Жалпы программаның өзінің мақсаты бар, тренердің. Сіз барлықтарыңыз тренер болуға келдіңіздер. Алдында айтып кеткендей, егер де сіздердің араларыңызда тренерларыңыз уже болатын болса, біз онда просто басқа қатысушыларға с уважением қараймыз. Сол себептен де, егер де сізге бұл программалар түсінікті болып жатса, онда біз просто бізде өткен жолы орт группасында болды бір кісі. Мен бұл программаларды білемін, мен басқа жаңа ақпаратпен келдім деп айтқан болатын. Сол себептен, егер де сіздер білетін болсаңыздар бұл ақпаратты, онда бұл негізгі курс жалпы жаңадан бастаушыларға арналған. Сол себептен де сіздерге максимально түсінушілікпен қарауларыңызды сұраймыз. Жалпы бұл программадан сіздер не аласыздар? Мынаның орысша вариант, қазақшасы варианты қайда кетті? Жалпы сіздерге программа туралы айтып кетейін. Мынаның орысшасы, қазақшасы бар еді ғой, менде қазақшасы қайда кетті? Қазір мен бітейінші мынаны. Давайте мен сіздерге мынаны жалпы программаны бастай берейін. Жалпы правиланы мен қазақ тіліндегі правиласы болған, негізінде мынау шығармай тұрған түсінбей тұрмын. Жалпы біздің правиламыз қандай? Бір-бірімізді уважать етеміз. Егер де ақпаратты білетін болсаңыздар, бұл жақта білмей отқан адамдар көп. Жалпы бұл программа 5 модульдан тұрады, 10 сағат бойы өтеді. Бұл программа бағдарлама тегін, өйткені мемлекет төлейді бізге. Барлық адамдарға арналған. Егер де сіз өзіңіздің мамандығыңыз бойынша курс ашқыңыз келсе, осы тренердің жаңағы тренер болу үшін де бір механизмдер, бір правилалар бар ғой. Сол сіздерге осы ережелердің жиынтығын, сол механизмдарды береміз. Соларды қолдана отырып, өздеріңіздің салаңыздағы құзыретіңізге сәйкес өзіңізге курс ашып,
тренер бола аласыз, немесе сіз осы бағдарлама бойынша тренер болып қаржылық сауаттылықты ары қаратай халық арасында насихаттауыңызға да болады. Иә, жалпы программаның темасының бәрін мен қазір сабақ барысында айтатын боламын. Бізде теория жағынан болады блоктар, практикалық блоктар болады, иә, разбор кейсов дейміз, групповая работа болады. Бірінші сабақ бізде көбінесе теоретический болады, содан кейін групповой жұмыстар болады. И соңында сіздерге міндетті түрде Өтерсіз. Кішкене микрофоныңызды нетіп жібересіз ба? нетіп жіберейін? Анандай қырылдап естілмей қалып тұр. Бәрінде сондай ма? Жоқ, Или құмық сіз жақын отырсыз ба микрофонға? анық естіліп тұр бізге. Естіліп тұр, но бірақ анық емес қой. Сізде Қырылдап интернет кетіп тұр ғой. бізге жақсы естіліп тұр. Мен интернет жақсы болу үшін специально офисқа келдім. Бұл МФЦ-да керемет интернет, ешкім жоқ. Appleмен отырмын, бұл жақта микрофонда қырылдау мүмкін емес негізі. Барлық условияны жасау үшін офисқа келіп отырмын. Айтып жатқан адамның интернеті нашар болып тұруы мүмкін. А так бізге бәрін естіліп тұр. Аха. Мынаның қазір қазақшасын сіздерге жіберемін. Мынаның қазақшасы что-то жоқ. Сол үшін сіздерге просто таныстыру жағынан тез айтып өтейін, иә. Бір-бірімізді сыйлаймыз, активно участвовать етеміз. Экологическая коммуникация дейді ғой. Бізде орыс группасындағы бір кейс болғаннан кейін біз осындай правилаларды айту керек болдық. Бір-бірімізге ұрыспаймыз, ренжімейміз. Сіздердің тарапынан маған қатысты бір замечание болатын болса, біз ол әр замечанияны қабылдап, тренер болғандықтан сіздер тренер болуға үйреніп жатсыздар. Аудиториядан алатын кері жақсы байланыс болсын, жаман байланыс болсын, біздің мақсатымыз сол кері байланыспен дұрыс жұмыс істей білу, иә. Әр критиканы қабылдаймыз. Бұл сіздердің болашақта тренер болған кезде, аудиториямен жұмыс істеген кезде енді әртүрлі адамдар болады ғой. Сондай адамдармен жұмыс істей білу қабілеттерімізді бір жағынан дамытамыз, иә. Бұл біздің коммуникативтік жалпы қабілетімізді дамытады. Сіздердің араларыңызда уже сабақ беріп жүрген, университетте, мектепте істейтін мұғалімдер бар. Ол кісілер уже бұл дағдыларын дамытып алған, иә. Керек механизмдарды алып ары қаратай өздеріңіздің курстарыңызды жасасаңыздар болады, иә. Жалпы бұл жерде сіздер программаны қазір сабақ барысында айтып өтемін, бұл жерде қайталап қажет емес. Барлық жаңағы мектеп оқушылары немесе сіздердің өздеріңіздің мақсатты аудиторияларыңыз, мектепте істесеңіз, осы бағдарламаны мектеп оқушыларына үйретсеңіз болады, өзіңіз үйренсеңіз болады. Немесе енді ары қаратай дағдыңызды дамыту үшін сіз бұны бір жерде қолдану керексіз ғой, иә. Немесе жаңағы өзіңіздің әлеуметтік желідегі парақшаңыз арқылы адамдарды жинап та, иә, өзіңіздің дағдыңызды практика жүзінде, тәжірибе жүзінде жүзеге асырып көрсеңіз болады. Жалпы соңына дейін қатысушыларға бізде сыйлығымыз бар. Ол қатысушылар осы сыйлықты алу үшін міндетті түрде барлық сабақтарға қатысу керек, барлық практикалық және де үй жұмыстарын орындау керек, және де соңғы жобаны сіздер міндетті түрде тапсыруларыңыз керексіздер. Ол қандай болатын сіздерге мен әр сабақ сайын үй жұмысын беріп отырамын. Солардың негізгі жиынтығы соңында сіздерге өздеріңіздің жобаларыңызды дайындауға алып келеді. Я, мен ана орыс группасына берген ақпаратты көріп отқан шығарсыздар, примерно қандай ақпаратты беріп жатқаным, я. Оларды орындау міндетті. Менің жекеме телеграмда маған жекеме жазсаңыздар болады. Жекеме жазсаңыздар болады. Барлық сұрақтарыңызға осы 5 күннің 10 күннің ішінде мен сіздермен жұмыс істеуге дайынмын. Сол себептен бұл мүмкіндікті қолданыңыздар. Өйткені сіздер жалпы рыноктағы специалистерге, мамандарға барсаңыздар, осы қаржылық инвестициялық сауаттылық бойынша бұл ақша тұрады, иә. Бұл мемлекеттің сіздерге беріп отқан мүмкіндігі болғандықтан максималды түрде осы мүмкіндікті қолдануларыңызды сұраймыз. Қазір қанша адам отыр бізде? Так, 17 адам болды. Бізде запись сақталады. Негізі біз 40 адам болмай бастамау керекпіз. Бірақ 17 адам
біз осы күнгі записьті сақтап қоямыз. Егер де қатысушылар болса, таныстарыңыз болса, келесі жолы сабаққа қатысса болады, иә. Бірінші сабақты, бұл енді қазір әлі сабақ басталған жоқ, қазір әлі уақыт бар, правиламен таныстырып жатырмыз. Таныстарыңызға айтсаңыз болады, міндетті түрде қатысын, ақпаратты алсын. Ең жақсы 10 топ қатысушыға барлық ақпаратты орындап, үй жұмысын орындап отырған адамдарға біз международный форум бар ғой, EA Digital Bridge, соған тегін билет береміз, иә. Мен өзім Шымкентте болған осы Digital Bridge форумына қатысып, сол жақта спикер болдым. Сол сияқты сіздердің де үлкен аудиториямен жұмыс істеп, үлкен аудиторияда өздеріңізді презентовать ететін мүмкіндік болады. Жалпы Алуа деген қыз бар, ол проектный менеджер. Барлық сұрақтарыңызды мен жеке жауап беруге дайынмын сағат 9 мен 6-ның арасында. Бұл жалпы не үшін керек? Бұл сабақ сіздерге өздеріңіздің жеке үйдің қаржысын басқару үшін де, бизнесіңіз болса, бизнестің де қаржысын басқару дағдыларын аласыз, иә. Өзіңіздің ақшаңызды көбейтіп, қор жасап, инвестициялық ары-қаратай қор жасау үшін де қолданыла аласыз. Менің есімім Меруерт, мен 16 жыл жалпы қаржы саласында инвестиционный банктерде, жалпы банкте кредитный риск менеджер болып жұмыс істегенмін. Және де Алма Ю университеттерінде, Назарбаев университетте teaching assistant болып жұмыс істегем, сабақ беріп. Алуа менің көмекшім, осы жобада маған көмектесетін болады. Енді біз өзіміздің сабағымызға көшейік. Жалпы менде екі түрлі слайд болады. Неге біз ауысамыз деп ойламаңыздар. Өйткені жалпы тренер болу үшін де өзінің бір саласы бар, ол жақта белгілі бір инструменттер беріледі. Бұл инструменттің бәрін сізге жай ғана айтатын болсақ, мына жерде есте сақтау, мына жерде бүйту десе, сіздердің естеріңізде сақталмайды. Егер де бұны бір салаға применять етіп, сол саланың негізінде түсіндірілетін болса, сіздер сол логикамен, сол механизмдерді қалай қолдану керек екенін білсеңіздер, сіздер әр салада өздеріңіздің курстарыңызды жасап, сол саланың тренері бола аласыздар. Жалпы тренер болу, сіз өз салаңыздың білікті маманы болсаңыз, жалпы осы тренер болған кезде өз ойыңыздағы жалпы біліміңізді еркін жеткізе аласыз. Өйткені адам ақпаратқа қаныққан кезде ғана ішіндегі ойын, шын жүрекпенен халыққа жеткізе алады. И бұны аудитория сезіп отырады. Енді лектор бар бізде, тренер бар, және де мұғалім бар, қандай айырмашылық бар? Мысалы, лектор мен мұғалім, мектептегі мұғалім, лекторлар, бұлар көбінесе белгілі бір ақпаратты береді, ол жаққа заинтересованный студенттер келеді, олар міндетті сол ақпаратты тыңдап отырып, түсіне ма, түсінбей ма, отырып кетеді. Болды, ол тәжірибеде қабылдай ма, оны жүзеге асыра ма, асырмай ма, білмейміз. Ал тренердің басты мақсаты бұл жерге келетін адамдарға диплом қажет емес, бір нәрсені дәлелдеп қажет емес. Бүгін білімді алды ма, бүгін ол сол алған білімдерін тәжірибеде қолданып, сразу жетістікке, нәтижеге жете білу керек. Сол себептен де вообще 70% алатын білімдеріміз бір университеттің несінде жоғалып қалады екен. Егер де жаңағы сразу оны біз тәжірибеде жүзеге асырмасақ. Сол себептен де мен әр сабақта керекті деген сұрақтардың бәрін қайталап отырамын. Бұл қайталау емес, бұл сіздердің ақпаратты есте сақтауыңызды мүмкіндігін жоғарылату. Енді тренерлар, мысалы, бизнес компанияда үлкен бизнестерге тренер болып жүрген адамдар біледі, бизнесмендер, мысалы, қазір не үшін келеді? Сізге бизнестің эффективностін жоғарылату, тиімділігін жоғарылату үшін келуі мүмкін, бизнесмендер. Олар міне сізден бір техниканы үйренді ма, сол техниканы алып өздерінің тәжірибесіне қолданып, сразу жетістік көру керек. Тренер мен лектордың арасындағы айырмашылық осы жерде. Жалпы 5 күннің ішінде сіздер осы айтып отқан дағдылардың бәрін алып,
құралдарды, тәжірибе, өзіңіздің сенімділігіңізді жоғарылата аласыз. Жалпы тренер әр сабақ берген кезде ең бірінші ақпаратты есте сақтау керек, адамдар. Есте сақтау керек. Бұны біз қаржылық сауаттылықтың механизмдері арқылы түсіндіреміз. Міне мынау тұрған есте сақтау, соңында жүзеге асыру дегені бар. Есте сақтау ақпаратты, одан кейін ақпаратты жай ғана есте сақтамай, оны түйсікпен түсіне білу, бұны ақпаратты қолдану. Мысалы, сіздер, мен қазір айтам, қаржылық сауаттылықтың 7 қасиетін. Ол сіздер білу керексіздер, қандай адам қаржылай сауатты болады. Оны түсіну керексіздер. Түсіну дегеніміз, әр айтқан ақпаратты сіздер жай ғана жаттап алмай, оны реально қалай түсіну керексіздер, қалай қолдану керек. Одан кейін оны қолдана білу керексіздер, одан талдау жасау білу керексіздер, одан кейін оны бағалап, ең басында сіздер жүзеге асыра білу керексіздер. Бұл тренерлардың қолданатын механизмдері. Енді бұны біз қаржылық сауаттылық негізінде қолданамыз. Сіздер бірінші сабақ бізде теория жүзінде болады. Соңында 5 сабақта сіздер уже өздеріңіздің ақшаларыңызды тиімді басқарып, уже инвестиционный портфель қалыптастыратын жағдайға жету керек боласыздар. Ол біздің ең басты мақсатымыз, басынан бастап есте сақтаудан соңында жүзеге асыруға дейінгі әр этап бұл Блумның таксономиясы деп аталады. Бұл механизмді, логикасын түсінетін болсаңыздар, қаржылық сауаттылық негізінде, мысалы, әр адам өзінің саласының маманы болса, осы логиканы түсіну арқылы сіздер де өздеріңіздің салаларыңызда осыны жүзеге асыра аласыздар. Енді жалпы өздеріңізге сұрақ қояйық. 2 минут сіздерге уақыт беремін. Мына бетті суретке түсіріп алыңыздаршы. Бұл мен беріп атқан тақырып сіздермен уже аудиториямен жұмыс істеу. Жалпы бұл бағдарламаға сіздерді не алып келді? Өздеріңізге шын жауап беріңіздер. Бұл сіздің таңдауыңыз ба, жоқ па? Әлде бұл талап па? Бұл жерде ешқандай дұрыс жауап жоқ. Шынайы ниетіңізді жазып өтесіздер. Және де бұл жазған ақпараттардың бәрін менің жекеме, Telegram общий чатқа емес, менің жекеме жіберіңіздер. Мен көріп, сіздермен кейін жұмыс істеген кезде маған өзімнің келген аудиториямды білу, мақсатын білу, және де не керек екенін білу маған өте жақсы көмектесер еді. Басқалардағы оқытудағы қандай тәжірибеңіздер бар? Сіздер, может, дәріс, семинар, тәлімгерлік, бір корпоративтік тренингтер өткізген шығарсыздар, және де тренер ретінде сізді не қорқытады? Сіз аудиторияның алдында сөйлеуден қорқасыз ба? Может, қиын сұрақ қояды деп қорқасыз ба? Көп адамдар өздеріне не уверены, өзінің сарапшы беделін жоғалтып алам деп те қорқуы мүмкін. Ашық айтқан қорқыныштар бізге жаңағы билік жүргізуін тоқтатады. Мысалы, сіз сұрақты білмесеңіз, біз өзіміздің саламыздың маманы болсақ та, бір саланы қаншама мысалы білсек те, біздің білмей қалатын сұрақтарымыз болуы мүмкін. Біз де ол сұрақтардан дұрыс шыға білу керекпіз. Және де бұл 5 күн өткеннен кейін сіз қандай жалпы өзіңіздің нақты немесе қандай өзіңіздің мінез құлқыңызды тренер ретінде қалыптастырғыңыз келеді. Мысалы, мен осыдан бір 6-7 жыл бұрын айтатын, мен 3 тілде жетік тренинг жүргізе алатын тренер болғым келеді деп ойлайтын. Енді 7 жылдан кейін сол менің арманым орындалып, қазір 3 тілде мен толық тренинг бағдарламаларын жүргіземін. Сол себептен өздеріңіздің алға қойған мақсаттарыңызды кішкене сделайте, қалай айтады, кішкене жоғарырақ қойыңыздар. Сіз мысалы қазір ол деңгейде емессіз ба? Сол деңгейге жеткім келеді деп өзіңіздің мақсатыңызды кішкене жоғары қойыңыздар. Сол кезде қиынырақ нәрсеге жету үшін кішкене стимул болады. Жалпы осы сұраққа жауап беріңіздер, маған жіберіңіздер. Бұл сұрақтарды біз келесі сабақтарда талқылайтын боламыз. Жалпы
Бірінші күні біз не үйренеміз, иә? Біз тренер деген кім, жалпы қандай құзыреттері бар, өзін-өзі бағалай білуді, жалпы ересектер мен балалардың үйренетін механизмдері әртүрлі, иә? Сіз мысалы азамат, иә, мектепте мұғалім болсаңыз, балаларға қолданылатын механизмдер ол бөлек, иә, көбінесе ойын түрінде беру керек ақпаратты, бір-бірімен интерактивті бір топ-топқа бөліп тастап, өздері бір жоба жасай алатындай, өздерін сол жобаға жоба ретінде тапсырманы беріп, әр оқушыны қатысуды қадағалау ретінде бұлар ақпаратты естерінде сақтай алады, иә. Ересектердікі кішкене когнитивтік жүйесі әртүрлі, иә. Сол себептен біз осылардың разницасын түсінетін боламыз. Ол келесі сабақта болады. Үшінші күні біз тренингті жобалау, қалай біз өзіміздің тренингімізді жасай аламыз, иә, қажеттіліктерді талдау, сессияның жоспарын жасаймыз. Бұл үшінші күннің тақырыбы, мысалы мен өзімнің курстарымды жасау үшін, иә, инфобизнеспен айналыстым, мен қаржылық және инвестициялық сауаттылық жөнінде. Бірінші маркетинг исследование жасап, содан кейін барып қана өзімнің курсымды қалыптастырғанмын. Сол себептен мен бұл теория жүзінде ғана емес, практикада өзім жүзеге асырған ақпаратпен, құнды ақпаратпен бөлісемін, иә. Өйткені сіздер қазір ойлап жүрсеңіздер, өзіңіздің курсыңызды жасағыңыз келіп, иә, бұл ақпаратты мысалы сіз рынокта қазір біреуден сұрайтын болсаңыз, ақша төлейсіз, иә. Сол себептен міндетті түрде активно қатысуларыңызды сұраймын. Жалпы фасилитация техникалары, иә, бұл аудиториямен жұмыс істей білу, белсенді әдістер. Мысалы сіздерге мен сұрақ қойып отырмын ғой, иә, сұрақ қоюда жаңағындай задание беріп, бұлардың ответін сіздерден күту, жауабын күту. Бұл фасилитацияның түрлері. Сол себептен мен не қолданамын, соған мән беріңіздер. Мысалы мен сұрақ қоямын ба сіздерге, бұл да бір аудиториямен жұмыс істеудің механизмі, иә. Мен көп сұрақ қоямын, сіздерден кері байланысты күтіп отырамын. Және де соңында бағалау, кері байланыс, сіздерден мен берген ақпарат ұнамауы мүмкін, мен дұрыс қалай айтсам болады, өз-өзімді дұрыс ұстамауы мүмкін, сіздерге бір нәрсе ұнамаса, сіздер оны ашық айтыңыздар, біз ол нәрсемен де жұмыс істеуге мен дайынмын, иә. Енді бізде лектор бар, мұғалім бар, тренер бар. Жалпы адамдар түсінбейді ғой, енді қандай разница деп, иә. Жалпы лектор дегеніміз, бұл айтып кеттім, мұғалім екеуі бір определенный бір программа бар. Бұл программаны оқушыларға, студенттерге жеткізу керек, только жеткізумен айналысады, иә. Соңында білімді қалай тексереді? Білімді экзамен арқылы тексереді, иә. Көбінесе монолог түрінде өтеді, түсіндіру тапсырмалары берілуі мүмкін, бірақ та бұл жерде университет немесе мектеп тарапынан міндеттелінген оқу болғандықтан, бұл жерде жаңағы тренерға келетін қатысушылар сияқты емес, иә. Бұл жерде адамдармен жұмыс істеу кішкене бөлек болады. Жалпы лектор мен мұғалім бар жерде көбінесе пассивті тыңдаушы, иә. Біздің негізгі мақсатымыз лектор ретінде сіздерге айтып кеткендей барлық ақпаратты уже тәжірибе жүзінде қолдана білу. Ең соңында мен сіздерден талап ететінім, сіздер бірінші сабақтан бастап сіздерге үй жұмыстарын беремін, келесі сабақтан бастап сіздер уже барлық ақпаратты енгізіп, өздеріңіздің тәжірибелеріңізде орындау керексіздер. Жалпы бұл жерде мен сіздерге серіктес боламын. Мен сіздерден мұғалім емеспін, сіздердің жұмыстарыңызды неге істемедің деп арттарыңыздан жүрмеймін, өйткені 5 күннің ішінде қатысып, тегін ақпарат алып, тегін кері байланыс алу сіздердің өздеріңіздің мүдделеріңіз болу керек. Сол ең соңындағы менің мақсатым сіздер өздеріңіз қаржыларыңызды дұрыс басқарып, өздеріңізге дұрыс портфолио, дұрыс смарт-цель қойып, сол дұрыс мақсатқа жете білу, иә. Мен сіздің былай айтқан кездегі жаныңыздағы жол серігіңізбін. Осы 5 күн бойы қатысуларыңызды сұраймын. Иә, және де белсенді болыңыздар, сұрақ қойыңыздар. Осы жерге дейін қазір сұрақтарыңыз бар ма? Маған соны айта кетсеңіздер. Сәлеметсіз ба? Қазірше ондай сұрақ туындап жатқан жоқ. Сұрағымыз жоқ.
Бірақ үй тапсырмасы бойынша сұрайын дегенбіз ғой. Біз қалай сіздерге жібереміз үй тапсырмасын? Сіздің жекеңізге жібереміз ба, Телеграм ба, или WhatsApp Жоқ, па? телеграм емес, телеграмда менің жекеме жіберсеңіздер болады, ватсапқа да жіберсеңіздер болады. Номер Мен бересіз ба? менде мына телеграмда тұр ғой, сол телеграмнан жекеге жаза беріңіздер қазақ тілінде. Ақпарат жаңағы Excel файлда орыс тілінде, бірақ енді орыс тілін түсінесіз деп ойлаймын, сол ақпаратты жібере салайын. Ол жақта мақсаттар ғана ұзақ қысқа. Қазір мен ол тапсырма туралы айтатын боламын. Енді бұл жерге дейін ақпарат сіздерге түсінікті болса, жалпы тиімді тренер болудың 7 құзыреттілігі бар. Бұл орысша көп түсіне бермейтін едім жалпы. Қазақша болса. Онда мен қазақ тіліне аударып, ертең сіздерге жіберемін. В принципе, бір күн болады ғой сіздерде. Ертең таңертең бұл ақпаратты алатын боласыздар. Хорошо, үй жұмыстарын. Кешірерсіз, наоборот, мне кажется, орысша бола берсін задание. Сіз орысша задание бізде уже бар, орыс группасына жіберілген. Егер сіздерге орыс тілінде ыңғайлы болса, сіздерге екі қазақ тілінде де орыс тілінде де ақпарат берілуде. Өздеріңіз таңдап, сол тілді таңдасаңыздар болады. Екі тілде де мен өзім жүргіземін. Қазір уже орыс тіліне жіберіп қойдым. Материалдарды әр күн сайын алып отырамыз ба? Иә. Жақсы. Кешірерсіз сұрақ жіберсем болады ма? Получается, орыс топ бөлек өткізесіз ба, или осы жерде ма барлығы? Жоқ, орыс топты бастады. Мен ақпараттың бәрі бізде чатта берілген ғой, қай күндері. Ну хорошо, мен с последующим. Тиімді тренердің 7 құзыреті бар. Құзыретті болу керек, 7 көрсеткіш бойынша. Бұл диалог жасай білу. Мысалы, энергиямен басқара білу. Үлкен аудитория отырады, сіз қай студентті көріп тұрасыз ғой енді, жай ғана айта бермей, әр студентпенен контакт ұстай білу, көріп, былай диапазоныңызды шире ұстап, ана студент ұйықтап отырма, соны вовлекать етуге тырысу керексіздер, ана студент қатыстыруға тырысу керексіздер. Бұл ең бірінші жаңағы фасилитация жасай білу қабілеті. Екіншісі коммуникация. Дұрыс, белсенді тыңдай білу керек, хабарды анық білу керек, вербалды емес қатысу. Мысалы, жестикуляцияны дұрыс былайынан жестикуляция жасай бермей, денемен де жұмыс істей білу. Бұл адам тренер болып тұрған кездегі өте керемет бір құрал болып табылады. Өйткені денемен жұмыс істеу арқылы, мен өзім көп денемен жұмыс істегем. Бұл жерде тоже өзінің техникалары бар. Денемен дұрыс жұмыс істеу арқылы сіз дұрыс аудиториямен контакт ұстай білесіздер. Негізі бұндай тренингтер бар ғой, аудиторияда өту керек еді. Бізде енді бұл Қазақстанның масштабында болғандықтан, сіздер әр жерде отырғандықтан осындай форматта болып отыр. Өзіңіздің салаңызда тақырыбыңызды терең білу керексіз. Мысалы, қаржылық сауаттылық осымен тоқтап қалмай, ары қаратай зерттеп, егер қаржылық сауаттылық саласында тренер болғыңыз келсе, іздену керек боласыздар. Өйткені қаржы саласы оңай сала емес. Мен 5 жыл, 6 жыл, 7, 8 жыл оқыдым. 5 жыл бакалавр, 1 жыл Англияда магистратура, одан кейін 2 жыл докторантура. Мен тағы докторантураны шетелде жалғастырғалы жатырмын. Сол себептен бұл жерде білім ол көп болу керек. Білімге қаныққан адам ғана өз саласын ақпаратын дұрыс ашып халыққа жеткізе алады. Сол себептен ары қаратай тоқтап қалмаңыздар. Егер де менімен жұмыс істейін десеңіздер, менің жекеме жазсаңыздар болады. Жобалау, сессияның құрылымын, өзіңіздің жаңағы когнитивтік жүктеме дейміз ғой, өзінің механизмдері бар, бұлардың бәрін келесі жолы сіздерге айтып беремін. Бейімделгіштік, аудиторияны түсіне білу. Мысалы, сіздердің араларыңызда қазір әр түрлі деңгейдегі адамдар отыр. Бұл мысалы университеттегі студент емес қой, экономисттер жиналды, олар бәрі бір саланы түсіну керек, қайтсе де білу керек. Немесе предпринимательдер еместер, бәрінің мақсаты бизнестің тиімділігін арттыру деген сияқты. Сол себептен мен сіздерге қай тілде жалпы тілмен айтып жатырмын ба, сол жалпы тілмен ақпаратты қарапайым тілмен жеткізуге тырысамын. Және де кері байланыстарға сіздер ашық болу керексіздер. Психологиялық қауіпсіздік, мысалы, бұл дегеніміз не? Егер де әр адам, әр деңгейдегі адамдар отыруы мүмкін ғой. Мысалы, сіздердің араларыңызда уже тренер отыр, кәсіби тренинг
жаңағы университеттерде жұмыс істеген. Бірақ та біз әртүрлі топтың мүддесін ойлап ақпаратты бәріне бірдей жетік бере білуіміз керек. Және де әр сессиядан кейін өздеріңізге рефлексия, мен сіздерге осы сұрақтарды жіберемін, алдында айттым ғой сіздерге жаңағы сұрақтарды суретке түсіріп алыңыздар деп. Сол сұрақтар бойынша жауап берсеңіздер, мен сіздердің жалпы психологиялық жағдайларыңызды түсінуім қажет. Және де өсу үшін ары қаратай бұл курстың жаңағы бір плюсы десек болады. Сіздер соңында бізде выпускной болады, сол жаққа келесіздер. Бұл жаңа деңгейдегі адамдармен кездесу, жаңа нетворкинг қалыптастыра білу. Жалпы тренер, мықты тренер болып шығу үшін әр салада нетворкинг дегеніміз дұрыс адамдармен қарым-қатынас қалыптастыра білу. Бұл дегеніміз ең басты қазіргі айтсақ болады қарудың бір түрі. Менің видеом көрініп тұр ма анық сіздерге? Иә, көрініп тұр. Бірақ бізге орысшасын қоса бересіз-ау презентацияның. Не болды? Неге? Сылқым деген түсініксіз болып тұр. Кейбір нелер түсініксіз болып тұр. Соны өзіміз орысшадан қарап аламыз ғой. Орысша презентацияны да жіберіп қойдым, орысшаны да қарасаңыздар болады. Дабыс деңгейі, вербалды емес сигнал. Қандай сылқым деп тұр, қай жерде? 5-те тұрды. Алдыңғы слайдта. Жарайды, енді бұл жерде кішкене аудиторияны оқу жоспарды жұлдызы күтпеген жағдаймен, сылқым жағдайлармен жоспарды жолда өзгертеді. Орысша вариантын сіздерге жіберейін. Сылқым деген сөз мен орысша вариантын жіберем, немесе мынаған көңіл бөліп сіздерге дұрыстап аударып жібереміз. Жақсы ма? Барлық ақпаратты өзім аударғаннан кейін, енді бұл жерде біз AI-мен аударғаннан кейін мүмкін кейбір сөздерді жаңағы бұл AI дұрыс аудармауы мүмкін, кейбір сөздерді біз напрямую емес контекстпен аудару керекпіз. Енді мен өзім нағыз переводчик емеспін, өзім қолымнан қалай келеді, солай аудардым. Егер де сіздерден бұл кері байланыс, аудиториямен дұрыс жұмыс істей білу. Сіздер, мен мысалы өзім қазақша оқысам да, осы 16 жыл бойы тек қана орысша, ағылшынша оқыдым. Орысша жұмыс істейсің, ағылшынша ары қаратай білім жалғастырғаннан кейін, қазақ тілі өзім туған тілім болса да, кәсіби тілге елген кезде кішкене мен қиналам, бірақ та менің өзіме алдыма мақсат қойдым, 3 тілде мен еркін сөйлеу керекпін деп. Сол үшін мен де тырысып жатырмын. Егер де бұндай минустары болса, мен сіздердің ол өзіме кері байланыс ретінде қабылдап, онымен жұмыс істеуге дайынмын. Әртүрлі кері байланысқа ол минустары болса, онымен жұмыс істеуге мен дайынмын. Жалпы сіздерде осындай біреуден кері байланыс болашақта алатын болсаңыздар, осылай оны жақсартуға дайын болу керексіздер. Мына жақта айтып кеткен 7 құзыреттің ашылған ақпараты тұр. Бұл ақпаратты сіздерге жібереміз. Өздеріңіз осыны ашып, мен ауызша айтып кеткенді қарап шықсаңыздар болады. Жалпы мына жақта полностью ашылған, бұны қайталап айтпай қояйын, уақытымызды неге жіберейік қазір қаржылық сауаттылық темасына. Жалпы бұл сіздер жұппен де жұмыс істейтін боласыздар. Жұппен жұмыс істеу кезінде сіздерді группаларға бөліп тастаймыз, ол жерде сіздерді мен қадағалап сыртынан отырамын, және де үлкен бір топқа қайтадан біріктірген кезде бізде өзі обсуждение жүретін болады. Қазір сіздер уже дайын еместер, өйткені өзін өзі бағалау құралы дегеніміз, сіздер бір 3 сабақтан кейін сіздерге осы заданияны беремін, тапсырманы, өздеріңізді бағалап, қандай деңгейдегі өздеріңізбен жұмыс істеу дейміз, бұны рефлексия, қалай рефлексия жасай аласыздар, соны сіздермен жұмыс істейтін боламын, ақпаратты беру арқылы. Ал енді біз жалпы айтатын болсақ, мен сіздерге қысқаша бәрін айтып өттім.
Қазір біз келесі теманы айтпай ақ қояйын. Алдында айтып өттім, біз қазір уже қаржылық сауаттылық темасына өтеміз, өйткені уақыт тым аз. Так, қаржылық сабақ 2. Барлықтарыңызға көрініп тұр ма? Иә. Иә. Бұл қаржылық сауаттылық курсының орысшасын мен уже жіберіп қойдым. Кім орысша оқығысы келеді, орысшасы бар. Бұл қазақша варианты. Қазір мен тексере салайын, біздің видеомыз қосулы ма, өйткені кеше видео, оказывается, өшіп қапты. Біз оны көрмей қалдық, сонымен жарты видео жоқ. Бізде видео қосылып тұр. Бәрі керемет, запись бола ма дейді. Иә, запись болады. Сұрақтарыңыз болса, мен көрмей қалсам, бізде сұрақ бар деп айтсаңыз болады. Өйткені мен презентациямен жұмыс істеп жатқан кезде сіздердің не жазып жатқандарыңызды білмеймін. Егер де сұрағыңыз срочный болып жатса, онда міндетті түрде менің немді сабақты бөліп өздеріңіз сұрақтарыңызды қойыңыздар. Өйткені бұл аудиториямен жұмыс істеу және де керек ақпарат, сіздің ойыңызда отырған керек сұрақ, ол басқа адамның да ойында болуы мүмкін. Негізгі жалпы қаржылық сауаттылықты мен уже 2 жыл бойы дәріптеп келе жатырмын. Өткен жылы және де осы жылы 4000 адам менен қаржылық сауаттылық курсынан өтті. Оның ішінде 3000-ы Дәулеттен парақшасы арқылы біз өткіздік. Қаржылық және де инвестициялық сауаттылық бойынша көп адамдарға ұнады, негативті емес, көбінесе позитивті кері байланыс алдық. Сол себептен де қазір осы Техновуман шеңберінде сіздерге берген ақпараттың бәрі құнды, және де сол ақпаратты сіздер өздеріңіздің тәжірибелеріңізде жүзеге асырып, басқа адамдарды да оқытуға мүмкіндіктеріңіз болады деп ойлаймын. Жалпы қандай бағдарламаның жоспары? Қаржылай сауатты адамның қандай қасиеттері бар? Үйренеміз. Жеке бюджетті талдау, қаржылық жастық дегеніміз не? Сіздердің мақсаттарыңызға жүйелі түрде шолу жасап, үй тапсырмасы ретінде беремін. Барлық тапсырмасын міндетті түрде орындайсыздар. Жеке қаржылық жоспар дегеніміз не? Бұл шетелде қолданылатын механизмдарды біз осы өздеріңіздің күнделікті өмірде қалай оны жүзеге асыру керек екенін үйренесіздер, және де инвестицияның негіздерін үйренеміз. Жалпы курстың негізгі мақсаты бізде жай ғана инвестицияны ғана үйрену емес, сонымен қатар саналы түрде шешім қабылдау. Неге саналы түрде? Өйткені бізде қоғамда қазір көбінесе санасыз түрде ақша жұмсалады екен. Импульсивті қоғамның бір талабына сай келу үшін адамдар мақсатсыз ақшаларын жұмсап жібереді. Бұл жерде негізгі мақсатымыз капитал қалыптастыру. Бұл біздің кірісіміз бен шығысымызды дұрыс басқару арқылы келеді. Соның нәтижесінде біз капиталымызды сақтап, оны ары қаратай көбейту жолдарын үйренеміз. Және де осы капиталды сақтау және де оны көбейту жолында адамдар көптеген қателіктерге соқтығады. Сол қателіктерді болдырмау үшін не істеу керек екенін де үйренеміз. Және де ең соңында өзіңіздің стратегияңызды құрып, қалай дұрыс саналы түрде ақшаңызды дұрыс басқарып, дұрыс сақтап, қалай оны көбейтесіз, соны өзіңіздің тәжірибеңізде жүзеге асыра алатын боласыздар. Жалпы қаржылай адамның сауатты болу үшін 7 қасиет, дағдысы болу керек екен. Бұны біз жай ғана емес, бұны ғылымдар маркетингтік исследование жүргізу арқылы белгілі бір осы көрсеткіштерге жеткен. Бұл ең біріншісі кірістеріңіз бен шығыстарыңызды дұрыс жоспарлай алу керексіздер. Мысалы, сіздердің іштеріңізде бар ма, кім күнделікті өзінің қаржысын дұрыс басқарады? Мысалы, кеше орыс тобында бір кісі болды, 5 жыл болған кірісі мен шығысын жазып жүреді күн сайын. Солай өзінің бүткіл шығыстарын оптимизация жасап, дұрыс қор қалыптастырған. Сондай адам бар ма сіздердің іштеріңізде? Күнделікті емес, бірақ
айына 2 айда бір, иногда жаңағы күнделігіме, күнделік емес, блокнотқа жазамын. Міндетті ақша зарплатамды қайда жұмсадым деп. Мысалы, жылдың басында бюджет деген нәрсе бар ма сізде? Мысалы, жылдың мен мысалы қысқы киімдерді балаларға, иә, біткен кезде сатып аламын, келесі жылға. Өзіме де солай. Бұл сіздің бюджетіңіздің 50-60%-ын үнемдейді, өйткені қыстың соңында көптеген заттар скидкамен сатылады, иә. Бұл жылдық бюджет құрудың дұрыс механизмі, иә, дұрыс болжамы. Енді күнделікті кіріс шығысымды мен бұрын жазатын, мен даже студент кезімде өзімнің стипендиямды жазатын. Менде ол дағды болып қалыптаспаған, мен қазір по остаточному режиму жүремін. Мысалы, қанша ақшам қалды, чук алам да салып тастаймын 30-20%, қалғанына өмір сүремін. Вот осылай өмір сүремін. Мен білемін, мысалы, қандай нәрсені қай кезде алу, қандай нәрсені меню жасап қойып, меню бойынша продуктыны алу деген сияқты, иә, ысырапсыз жұмсау ақшаны. Оның бәрі менің уже күнделікті өміріме дағды ретінде еніп кеткен. Сіздер дағды ретінде бұл ену үшін, кірістеріңіз бен шығыстарыңызды білу үшін дұрыс, иә. Мысалы, бизнесмендер бар, магазині бар, иә, білмейді қаншалық кіріс, өйткені бизнеспен үйдің семьясы, үйдің жанұяның ақшасы араласып кеткен. Жазып бастаңыздар, мен сіздерге приложениелер жіберемін, немесе Excel файл бар, мен өзім жүргізген Excel файлды жіберемін, немесе блокнот ашып алып, күнделікті актив-пассив деп 2-ге бөліп тастап, кірістеріңіз бен шығыстарыңызды күнде жазып жүрсеңіздер, сіздер тезірек нәтижеге жетесіздер. Екінші, бұл қаржылық өнімдер мен қызметтерді ұтымды таңдайды. Бұл дегеніміз не? Мысалы, сіздерде кім қандай банктік қосымшаны пайдаланады? Қандай банк тарапынан сіздер тиімді өнімдерді білесіздер? Айтыңыздаршы. Банктердің тиімді өнімдері процент аз болса шығар. Атап процент аз. Сәлеметсіздер ме? Freedom банктен бар, андай travel не алсақ, жаңа авиабилеттер арзан бонус ретінде қайтып келеді. Я, керемет. Бола ма ситуация? Я. Мысалы, сіз айтасыз ғой, нені жүргізсін деп та. Енді мен 24-ші жылы Астанаға көшіп келгеннен бері сол банктың жүйесімен жаңа кешбектерді қолдануға тырысам да, ол кезде енді 2-3 банкты өте қатты қолданатын, кешбектердің арқасында анам рак болды да, айына 15.000 теңгедей кешбекті қайтара алып отырдым. Ол тек бір банктан, екінші банктардан тағы да. Енді қазір менде банктың нелері көбейіп кетті. Енді қазір дәріханаларды қостым, дәріхананың қосымшалары, сосын жанымда деген сияқты. Бұл айтқанда не кешбек бар, соның барлығын зерделеп шықтым да, ұтылғандар несі. Енді ол маған мешать етеді. Мысалы, сіз айтып отырсыз, шығыс пен кіріс деп. Ана жолы кімнің сабағын қараған кезде Каспиден алды да, жаңа такси бәрін есептеп шығарды да бір. Сосын мен артынан ойлап, мен қалай оптимизация жасаймын? Егер менде мысалы Каспиден өте сирек Каспи дүкенінен тапсырыс беремін да, көбінде жаңағындай береке, ол онлайн төлемдерге кешбек береді. Freedom ондайға бермейді. Сосын одан кейін мысалы Home Credit Bank, ол мысалы 3 айға дейін 10% кешбек береді ғой. Сосын содан кейін барып жаңағындай жаңа QR-лары 1%-ға дейін беріледі Home Credit Bankта. Сонда жағдайым қалай өзгереді, соған қарай кешбек қолданамын. Сосын артынан ойлап қалдым да, маған шын айтсам басында мен сіз айтқандай сияқты істеген кезде Ого банкты ашып қоямын да, одан да істеймін да, ойбай, сонда 7-8 банктан алып анан жасаған кезде бір күн уақытым кететін ғой, 1-2 айдікін жасағанда. Енді қазір соған кішкене қиналып кеттім да, соны маған жолын айтасыз, 1-2 рет жасап, сосын бір жарты жылдай жасадым да, одан кейін ананың волокитасы толып кеткеннен кейін сосын қоя қойдым да. Соны қалай істесем болады? Мысалы, дәріханаларды өте ұтымды жолдарын таптым да, бірақ ол да ақшаны есептеуге қиын. Мысалы, мен тегін қосымша арқылы үйге тапсырыс берем, картаға тіркемей, ол маған 1000-2000 теңге арзан әкеліп береді. Одан кейін биосфера жасаймын, бірақ мен оған басқа банктың картасымен төлеймін, берекемен. Үйге әкеліп беретін, үйдің қасындағы дәріханаға жеткізіп беретінге, оған мысалы мен Freedomды қолданамын, ең жоғары кэшбэкті береді да. Мысалы, сондай сияқтыларды мен мысалы қалай есептейтінді миым ашып кетті. Оның үстіне мысалы автобуста үнемдейтін, ол мысалы центр кредит, ол центр кредитте менде мысалы жалақы болғаннан кейін кэшбэктің ең жақсы 10%-тарын алып отырмын да, мысалы халықты қолданамын ЛРТ үшін. Көрдіңіз бе, әр жақта шашырап жатыр да, енді оны есептеу жүйесі жасаған кезде қиналып кетемін.
жоқ енді сіз негізі сіз өте финансовый грамотныйсыз. Есептегенде сіз біліп отырсыз ғой енді қай жақтан қанша, егер постоянно қолданатын болсаңыз, бірақ та мына жерде мынандай нәрсе бар. Сіз мысалы жалақыңыз БЦК-ға түсе ма, бұл жақтан ана банкке ақшаны аударасыз ғой, сол кезде қанша процент? Мысалы Каспийден аударсаңыз 1% ұсталынады. Немесе менде мысалы 3 банкты стабильно қолданамын: Freedom, Халық банк и Каспий банк. Каспий банк қолданбау мүмкін емес бизнесің болса. БЦК кей кезде қиналып кетесің. Мысалы енді мен самый главный үлкен затраттар сізде қайда, соған көңіл бөліңіз. Мысалы мен Хоуммен жіберемін да, Хоумда 2 миллионға дейін бір шектеусіздігі бар. Очень удобный да, мысалы картадан картаға. Хоум кредит банкте мысалы оның депозиті да өте удобный. Рейтингі де жақсы. Мен Хоум банк кредит банкты тоже қолданамын. Бірақ та бізде мысалы ол 6 айға рассрочка береді. Сіз өте қазір мен мына жерде қаржылық өнімдер мен қызметтерді қалай ұтымды пайдаланбайды дегенде, вот мына кісінің айтып отқаны өте сіздерге қалай айтсақ болады, показательный болу керек. Өйткені осы жолменен сіздер көп нәрсе үнемдейсіздер. Мысалы Евразийский банкта бар, көп ұшатын болсаңыздар, мысалы мен бизнес-класспен бір айда 2 рет жаңағы аэропортқа тегін баруға болады. Бизнес-лаунчтарға тегін кіруге болады. Сол сияқты әр банктың өзінің карталарының условиялары бар. Қайсы банкпен көп, енді стік сияқты слишком көп болып кетпеу үшін, потому что олардың да қызметіне төлейсіздер ғой, банктың условияларын тоже қарау керек. И қай салада сіздер көп ақша жұмсайсыздар, сол саланы таңдау керек. Және де мысалы үй страхованияны дұрыс қолдану. Сіз адаммен не болатынын білмейсіз ғой. Егер кредитіңіз болса, өзіңіздің өміріңізді страховать етіп қою керексіз. Үйді потоптан, өрттен қорғайтын тоже страховкалар бар. Ақшасы қымбат емес, қазақымыз страховать етеді екен. Ондай қызметтерді дұрыс пайдалана білсеңіз, сіз возможно жаңағы біреуді потоп жасағаннан көп ақшадан өз-өзіңізді қорғауыңыз мүмкін, шығын артық төлемеу үшін. Және де өзіңіздің жеке қаржылық жағдайыңызды дұрыс бақылайсыз. Мысалы, сіз дұрыс бақылап отырсыз. Қандай пайда болды? Мысалы, мен бір айда 120 мың теңге кэшбэктен пайда таптым, Freedomнан. Өйткені біз көп жаңағы шетелге шығу үшін нелер алғанбыз, билеттер алғанбыз. Бұл да енді ұзақ уақытқа бармайды, өйткені банктер клиент тартып жатыр өзіне, кезіндегі Каспий сияқты. Сол себептен пока банктер беріп тұрған кезде мүмкіндіктің бәрін қолданып. Мысалы, қаржылық мәселелері дұрыс түсіну. Бұл дегеніміз не? Қазіргі кезде экономикада не болып жатыр? Сіздер осы қаржы саласының маманы болғыңыз келсе, оны түсіну керексіз. Мысалы, базовая ставка көтерілді. Кім маған түсіндіреді? Кім базовая ставка дегеніміз не? Түсінесіздер ма? Және де ол экономикаға қалай әсер етеді? Араларыңызда түсінетіндер бар ма? Кешірім өтінемін, мысалы менде жаңағындай мысалы менің анам неден қайтты да, андай қатты аурудан. Енді менде де сондайға не бар, бейімділік, жаңағы полигонның несі да. Енді мен мысалы өзімді денсаулығымды кішкене сақтандыруды ойланып жүрмін да. Енді кеше Freedomға барсам, олар аннуитет дейді да, енді аннуитетке істеу үшін маған 3 жылдан кейін екен. Мен анандай төменгі жинаққа сәл жетіңкіремеймін, сосын бүкін отырдым да, жарты күнім ба, бір күнім уақытым кетті бүкіл сақтандыруға бәрін есеп. Сосын Canva AI мен бүкіл ChatGPT-дің, сосын Gemini'дің бәрін салып, әйтеуір өзіме талқылап бір анализ жасап шықтым да. Сосын жаңа маған ChatGPT-дің ақылы полисті аштырып ал, 15 мың мен 25 мың аламын. Айтым да, 26-ның жарты жылы өтіп кетті ғой, енді мен 15 мың теңгемен аша салайын деп. Бірақ ол стоит, не стоит білмеймін да. Бірақ өзім былай анамды қарағасын ба, кішкене денсаулығымды әсеріп, сосын енді мен анамның несінен оққаным, ол кісі аяқ астынан ауырып қалды и ақша жағынан өте қатты қиналып кеттік та. Сосын маған пришлось енді банктың бәрін аралап жүруге, и хочешь не хочешь түнімен изучать етемін. Сосын ол кісіні бағам, емханасына ауырам, сосын жұмысқа кірем, әйтеуір қиналып кеттім да. Сол кезде енді мен түсінгенім, енді мен өзімді өйстіп ойлауым керек болып тұр екен да. Сен маған зейнеткерлікке өте аз уақыт қалыпты. Мен аннуитетке шығып кішкене демалмасам, мен миым қатты шаршап тұр да осы. Сіздің сабаққа кірмейін десем де, бір жағынан бірақ түсініп тұрмын, ол өте маңызды сабақ екен. Қайта сіздің біліміңізбен бөлісіп отқаныңызға рахмет. Көп нәрсені ұғып алдым енді. Әлі сұрайтын нәрсе жетеді екен. Негізі страховой продукты біз недооцениваем. Мысалы, Америка, Европа ол страховой продукттармен жүреді. Егер де ауырып қалу,
бұдан да сырқаттандыруға болады өз өміріңді, иә. Сіздің мысалы ауырып қалсаңыз, біреуге қарап отырмайсыз ғой, иә, страхование потом сізге дұрыс төлеп отырады. Бірақ та бұл жерде мошенниктерден абай болыңыздар. Страховая компанияның міндетті түрде лицензиясы болу керек, самое главное. Бұл да қаржылық сауаттылықтың негізі. Лицензиясын тексеру керек, агентство финансового надзорадан лицензия болу керек. И продуктілермен дұрыс білу керексіздер, иә. Ақшаны төлеуді тоқтатпайды. Қаржылық мәселелерді түсіну дегенді жалғастырып кетейін, жаңағы базовый ставка. Мысалы, қазір бізде экономикада кризис басталды. Мен бұны базовый ставка көтеріле салған кезде айттым, қазір кризис болады дедім. Неге? Базовый ставка 18%-ға көтерілді. Бұл бізде бұрын соңды болмаған ставка. Бұл неге әсер етеді? Бұл кредиттардың құны жоғарылайды. Кредиттардың құны жоғарылаған деген не? Бұл біздің малый и средний бизнес, шағын және орта кәсіпорындар кредит ала алмайды. Кредит ала алмайды дегеніміз экономикада айналыс болмайды. Адамдар да кредит ала алмайды, өйткені кредиттің құны жоғары, ақшаның құны жоғары болып тұр. Зато депозиттерінде құны жоғары болып тұр. Бұл кезде адамдар көбінесе ақшаны сақтауға бейімделеді. Сол себептен қазір барлық жерде застой болып тұр. Елдің бәрі жылдың басынан бастап айтып отыр, кризис деп. Мен базовый ставка көтеріле салған кезде айтқам, кризис болады деп. Бұл кризис жалғасады. Бұл не үшін істеп отыр мемлекет? Мемлекет бұны істеп отыр экономикада инфляцияны тежеу үшін біріншіден, екіншіден доллардың курсын өсіп кетпеу үшін, бізде барлық нәрсе импортталады ғой. Сол адамда ақша аз болған кезде сатып алмайды, сатып алу қабілеті төмендейді, ақша жоқ, өйткені арзан ақша жоқ, қазір кредитование бере бермейді. Бұл біздің жаңағы долларға деген сұранысты тежейді. Долларға деген сұраныс тежелген кезде, азайған кезде, бұл экономиканың заңы, сұраныс пен ұсыныстан тұрады. Онда долларға сұраныс болмаған кезде оның құны төмендейді. Сол себептен қазір біздегі курс төмен болып тұрған содан. Но бұл ұзақ уақытқа бармайды. Мемлекеттің жалпы экономиканы реттейтін екі қолы бар, фискалды саясат, монетарды саясат. Монетарды саясат как раз базовый ставкамен, фискалды дегеніміз салық арқылы қысады. Бізде қазір екі жақтан да мемлекет қысып жатыр экономиканы. Бұл қазір кішкене тежеуге, жаңағы инфляцияны, курстың долларын төмендету үшін бағытталған саясат, искусственный, бұл әр мемлекет қолданады, экономикаға, рынокқа интервенция деп аталады, искусственно кіріп жатыр, бұл 2 жылдай болады бұл кризис, одан кейін қайтадан азайтады жаңағы базовый ставканы. Өйткені экономиканы тежеп тастай алмайды ғой, бюджетте ақша болмай қалады, өйткені салық төлеушілер саны азаяды. Бұл ұзақ уақытқа созылмайды, сол себептен қазіргі кезде бір бизнес кеше сұрақ болған, не бизнес ашсам болады қазір деп. Қазір бизнес ашатын уақыт емес, қазір біреуге жұмыс істейтін уақыт. Бар ақшаларыңызды қазір сақтап, депозитте сақтап, депозит жақсы процент беріп отыр қазір негізі, өте жақсы проценттер, 3 айдан, 6 айдан сақтайтын болсаңыздар, мысалы, хоум кредит 6 айға дейін 20%-пен береді. Одан кейін ол банктен алып, басқа банкке салсаңыздар болады. Қысқа мерзімді депозиттердің жылдық пайыздық мөлшерлемесі 20-18%-дан, осындай мәселелерді түсіне білу экономикада сізге неге көмектеседі? Дұрыс қаржылай шешім қабылдауға көмектеседі. Егер де сіз осы логиканы түсінетін болсаңыз, сіз шамадан тыс жаңағы қай кезде, қай банктен несие алу керек. Мысалы, қазір несие алатын кезең емес, қымбат несиелер. Осыны білсеңіз, сіз шамадан тыс төлемдерді болдырмайсыз, және де несие алудың қандай тиімді жолы бар екенін де білетін боласыз. Жалпы өздеріңіздің 6-шысы бұл қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын түсіну, өздеріңіздің мүдделеріңізді қорғай білу керексіздер. Қандай кезде? Мысалы, мен детский мирға барып сумка алдым қызыма. Сөйтсем, ана жерде 10 мың теңге деп тұрған, келсем 15 мың теңге дейді. Неге ана жерде 10 мың теңге деп тұрды ғой, ценнигінде тұрды десем, ол өзгеріп кеткен дейді. Тұтынушыларды қорғау заңы бойынша қандай баға көрсетіліп тұр, сондай бағаға сату керек. Особенно Magnum көп алдайды. Мына скидка деп жолтыймен жазылып тұрады. Сіздер қарамайсыздар, көптеріңіз, көп адамдар қарамайды. Ана жаққа барып келіп қарасаңыз, мен қарап отырам да, өзім енді бұл дағды болып қалыптасып қалған ғой. Аналар басқа бағамен ұрады. И сол кезде айту керексіздер, міне ана жерде андай баға тұрды, именно скидкада тұрған заттарды есте сақтап, суретке түсіріп алу керексіздер. Өйткені сіз енді келген кезде кассаға автоматты түрде ұра бересіз ғой. Егер де олар спорт етпейді, қанша рет менде болды, анандай бағаға сату керексіздер деймін, дейді да, келеді да, арзан бағасына береді. Даже бір мынандай жағдай болған Магнумда, анау үлкен
не тұр, мынадай реклама. Бір чипсы алсаң, екіншісі бесплатно деген. Келсек, ондай жоқ дейді. Ана жерде тұр ғой десек, алуды ұмытып кеткенбіз дейді. Алуды ұмытып кетті ма, ұмытпады ма, ол тұр ма, ол сол бағаға уже сату керек. Сол себептен өздеріңіздің құқықтарыңызды білсеңіздер, осындай жағдайлардан дұрыс шыға білесіздер. Жетіншісі, бұл сіздерде финансовый подушка болу керек. Финансовый подушка деген не екенін келесі сабақта, келесі слайдтарда айтатын боламын. Жалпы бізде Қазақстанда, көбінесе шетелді мен Қазақстандағы байларды салыстыратын болсақ, шетелде көбінесе портфелінің құнымен байлығы өлшенеді. Олардың активтерімен емес, қанша портфелінде ақша бар, сомасы. Бізде бренд, сумка, мысалы мен осы 2 жылдың ішінде көптеген блогерлармен де жұмыс істедім. Көбі жаңағы брендовый сумка істейді, бірақ қарасақ, вообще портфелінде ақша жоқ. Қанша ақша табады, ақшасын бәрін жұмсайды. Бұл жерде адам бай болып көрінуі мүмкін, сыртқа қымбат үйде тұрады, қымбат машинада жүреді, қымбат брендовый киімдер киеді, қымбат отельдерде демалады, шетелге шығады. Бірақ та қор жоқ адам бұл бай адам болып саналмайды. Өйткені ода өзінің пассивный доход алып келіп тұратын ешқандай бір подушкасы жоқ. Бұндай адам бұл өте қауіпсіз жағдай. Сол себептен байлық деген бұл сыртқы көрсеткіштермен емес, сіздің қорыңыз сізге қанша сомасы және де осы қанша табыс әкеліп тұр, сонымен өлшенетін құрал. Ең бірінші, менде мысалы кірістерім көп болған, менде и зарплата болды, и стипендия болды докторантурасы деген кезде, и құнды қағаздардан дивидендтер түсті, и депозит болды, и квартираны жалға бердім. Осындай консалтинговый услугилар көрсеттім. Осы жерде кірістерім бәрі болды менде. Оны мен өзімнің жаңағы экселевский файлымда жүргізіп отырдым. Және де шығыстарыңызды тоже талдай білу керексіздер. Бізде міндетті ауыспалы және де міндетті шығыстарымыз болады. Бұл сіздің коммуналдық төлемдеріңіз, пәтер ақыңыз, основной жаңағы азық-түліктер, бұлардың бәрі сізде азық-түлікпен енді ойнауға болады бұл жерде, бюджетіңізге сай, сіздің азық-түлікке зарплатыңыздың белгілі бір мөлшері ғана кететіндей қылып меню жасап дұрыстауға болады. Бізде шығыстарды талдау дегеніміз көп адамдар ойлауы мүмкін, экономить ету деп. Біз өзіміздің өміріміздің сапасын төмендетуге тырыспау керекпіз. Біз жалпы қолданыста бар механизмдарды қолдану арқылы дұрыс сараптама жасау арқылы дұрыс жаңағындай сіз айтып отырсыз ғой, нелермен жаңағы кэшбэктермен ай сайын 25 мың. Ол көп нормальный ақша ғой, 25 мың теңге мысалы, немесе жаңағы дұрыс не жасап, меню жасап, дұрыс қосымшаларды қолдану арқылы Магнумнан көп нәрсені мысалы арзан алуға болады. Немесе скидкамен болып тұрған сұйық майды скидка кезінде көп алып қоюға болады деген сияқты. Сол сияқты дұрыс талдау жасап отырып сараптама жасасаңыз, бір шама ақшаңызды экономдай аласыз. Особенно киім-кешектен көп ақша экономдауға болады. Демалыс кезін, мысалы, демалысқа шығатындар болса, каникул емес кезінде демалысқа шығып та өте горячиймен жақсы демалуға болады. Бұның бәрін сіздерге үй тапсырма ретінде беремін. Өздеріңіздің кірістеріңіз бен шығыстарыңызды бәрін дұрыс жазып келесіздер. Айтуыңыз мүмкін, бұл керек емес нәрсе, жаңағы пустая трата времени деген сияқты. Бұл пустая трата времени емес, сізде өзіңізде дағды ретінде қалыптасқан кезде бұл на международном уровне рекомендуемый нелер ғой енді құрал, приложениелер жіберемін, жазыңыз келмесе телефон арқылы өзіңіздің приложениеңізге жазып отырасыздар. Бұл міндетті. Сіз білу керексіз, зарплатыңыздың азық-түлікке қанша кетіп жатыр, логистикаға неше кетіп жатыр, киімге неше кетіп жатыр. Киімді сіз жылдық мөлшерлеме ретінде аласыз. Ай сайын жұмсамауыңыз мүмкін, бірақ әр сезонда қанша ақша кетіресіз киімге, бұның бәрін сіздер біліп отыру керексіздер. Жалпы бюджеттің сіздің егер кірісіңіз шығысыңыздан
аз болса, сіз дефицитный состояниеде жүрсіз, иә, бұл сіздің психологиялық жағдайыңызға да әсер етеді. Егер де доходыңыз көп болатын болса, сізде профицит, бұны разницасын сіз ары қаратай қор қалыптастыруға жұмсайсыз. Егер де сізде екеуі бірдей болып тұрса, бұл жерде кішкене мына кірістер мен шығыстар арқылы жұмыс істеу арқылы біз өзімізге қор қалыптастыруға профицитный состояниеге шыға аламыз, иә. Біздің мақсатымыз сіздерді профицитный состояниеге шығарып жетістікке жеткізу. Енді кім түсінеді? Айтыңыздаршы, актив дегеніміз не, пассив дегеніміз не? Пассив ол 24 сағат сіз оған алаңдамайсыз. Мысалы, инвестиция болуы мүмкін, депозит болуы мүмкін. Депозит көп әкелмейді, инвестиция көбінесе. Немесе бір Пассив яғни ол міндеттемелер. бір рет бір жолға қойып алып, одан кейін сіз тек басқару, жоспарлау, сондай нәрсесін қарайсыз. Бола ма? Бұны пассив дейміз. Сіздің міндеттемелеріңіз ғой, сіз кімге қарызсыз, соның бәрі пассив. Актив ол наоборот, керісінше ол сіздің мүлкіңіз, сіздің қандайды бір депозиттегі счеттағы ақшаларыңыз сізге пайыз әкеліп тұратын деген сияқты. Енді жалпы пассив дегеніміз сіздер кімге берешексіздер, соның бәрі пассивтер, иә. Бұл автокредит болуы мүмкін, там алименты, ипотека. Енді актив ретінде қараңыздар. Бұл жерде тоже дұрыс талдай жасау білу керек. Мысалы, сіздің доходыңыз аз, бірақ та сіздің үйіңіз 2 этажды дейік, иә, тұратын адамның саны 3-4 ғана адам, бірақ сіз қымбат үйде тұрасыз, немесе қымбат машина айдайсыз. Сіздің ай сайынғы осы активтеріңізді содержать етуге кететін ақшаңыз сіздің доходыңыздың 20% алып жатса, бұнда бұл сізге актив емес, на самом деле, пассив болуы мүмкін. Налогы көп, бензинді көп жұмсайды. Просто менде ортамда сондай адамдар болған, иә, доходы аз, бірақ та үлкен машина, бұның налогы да көп, бұның страховкасы да көп, бензинді көп жұмсайды, иә. Бұл жерде актив дегенде сізде мысалы ақшаңыз аз, қорыңыз жоқ, бірақ та бірнеше шубаңыз бар, немесе алтындарыңыз көп, иә. Егер де алтын ретінде сіз ол құры тұратын болса, қымбат Cartier алатын қыздар бар, иә, ақшалары жоқ, қорлары жоқ, бірақ 6-8 миллионға Cartier алған. Мен таң қалам бар ғой. Вот сол сияқты нәрселер сіз актив деп ойлауыңыз мүмкін. Бұл сізге ақша келіп тұрған жоқ, просто қорын сақтап тұр, иә, былай. Алтынның бағасы өсіп жатыр, бізге актив деп айтады. Негізі бұл сізге алтын ол қысқа мерзімде сондай өсім болды, бірақ ол исторически алтынның құны 3% өсіп отырған. Бұл сізде актив емес, негізі пассив, ақшаңыз құры тұр. Ақша сізге жұмыс істеген кезде ғана сіз бұл актив болады, иә. Сол себептен дұрыс өзіңіздің актив дегеніміз не екенін дұрыс білу керексіздер, иә. Мүмкін сіз қазір қымбат несиемен үй сатып алып, қымбат пәтерде тұрып жатсыз, иә. Мүмкін сізге комфорт-класстағы пәтерде тұрып, көп ақша несие төлемейде жағдайыңызды дұрыстауға болатын шығар, иә. Сол себептен әр жағдайда, әр пассивке бұл қаншалықты табыс әкеліп жатыр, рынокта бізде әр ақшаның өзінің құны бар, иә. Сіз мысалы актив деп үйіңіздің құнын бір нәрсемен өлшеген кезде, мысалы ақшаңыз бар дейік, екінші бір пәтер сатып алдыңыз, оны арендаға беруге. Менің досым 50 миллионға пәтер сатып алды. 350 мың теңгеге сдает осы Астанадан двухкомнатный. Енді 350 мың теңге дегеніміз 50 миллионнан 7,5%. Жаңағы 50 миллионды депозитке салып қойсаң да, қазір 2 есе көп пайда табуға болады. 15%-бенен ұзақ мерзім депозитке салса. Енді бұл жерде мен ойлаймын, бұл актив емес, бұл пассив негізі, иә. Өйткені бұл арендаға берілмей қалатын айлары бар, амортизационный износы бар, иә. Сол себептен пәтерге жалдауға беру арқылы бұны өз-өзіңізге ақшаны жұмыс ету деп қарастырғыңыз келсе, тоже ойлану керек. На самом деле пәтер жалға беру сізге көп ақша келе ма? Жоқ, қазіргі кездегі депозиттің ставкасы жоғары ғой, енді базовый ставка жоғары. Сол көп ақша келе ма? Осындай дұрыс ойлап, дұрыс талдау жасай білу сіздің өзіңіздегі активіңіз актив па, жоқ пассив па, жақсы қор пайда әкеліп жатыр ма, или әкелмей жатыр ма, соны түсінуге мүмкіндік береді. Мысалы,
безопасная ставка на рынке бұл депозиттің ставкасы. Қазір депозиттің ставкасы жоғары, любой табыс әкелетін нәрсені сіз депозиттің ставкасымен өлшеу керексіз. Жаңа араларыңызда айтып кеттіңіздер ғой, инвестиция көп табыс әкеледі деп. Не всегда. Мысалы, мен өзімнің портфелім бар, инвестиционный, өткен жолы сіз дұрыс акцияларды талдап, дұрыс портфель құрастыра білген кезде ғана сіздің доходыңыз депозиттің ставкасынан жоғары болуы мүмкін. Мысалы, менде кеше 20% болып тұрды, бүгін 9%-ға түсті, өйткені қазір рынокта волатильность өте жоғары, жалпы өте жоғары. И қай компанияның рынокта болып жатқан мәселелерге қалай өзгеретін, бұны ешкім айта алмайды. Бұны егер айтып, бұны біреу предсказывать ете білетін болса, онда біздің миллионерлер уже миллиардер болып кетеді, Сол себептен құнды қағаздарға бар ақшаларыңызды салып тастау, бұл өте үлкен қателік. Бұны біз кейінгі сабақтарда айтамыз. Сол себептен қазірден бастап сіздерде жаңағы депозиттен көп ақша келеді деп айттыңыз ғой, соны сол ойдан арылуларыңызды сұраймыз. Депозитте міндетті түрде бізде ақша болу керек өз валютамызда. Қаржылық жастық дегеніміз не? Кім қалайды? Вот насчет халяльности, мысалы, енді депозит негізі мұсылмандарға болмайды ғой, мысалға біз сол жағынан ұстанамыз да, енді бұл тарапта мысалға енді біз депозитке салуға болмайды, өйткені ол пайыз жүретін жердің барлығы ол риба деп есептелінеді. Сол жағынан енді қандай құралдарды, мысалға алтынды болмайды деп жатса, мысалға енді, бірақ енді золотодобывающий компаниялардың акцияларын сатып алуға болады ғой, на долгосрочку. Болады, мысалы, доллар ретінде сақтасаңыз болады. Мысалы, ETF, жаңағы менде бар, шариғаттың ETF-тері бар, мысалы, ол ITSS деп аталады, міне менде бар. Бұл уже жылдың басынан бері 15-16% болып тұр, осы жылдың басынан бері. Екінші ETF-ім бар, ол 5% болып тұр, Жалпы енді средний, чисто осы екі ETF-тен алатын пайда бір где-то 7%, доллармен. Енді жалпы сіз акцияларға салсаңыз болады, бірақ та дұрыс портфель қалыптастыра білу керексіз, Мысалы, менде бар жаңағы литий-ионовый, Сіз дұрыс талдау жасай білген кезде ғана құнды қағаздарға сала аласыз. Егер де бұл компания жаңағы процент берумен айналыспаса, бұл компанияның сіз акциясын сатып аласыз. Енді бұл мәселе енді мен білмеймін, енді мен өзім қалай айтсам болады, шариғаттың Аллаға сыйынам, бірақ та енді бұндай депозитте ақша ұстамау дегенді мен үлкен бір не деп ойламаймын. Қалай айтсам болады. Енді бұл жерде, видите, не үшін болмайды, потому что банковская система как устроена. Мысалға, банктер депозитке сіз ақша саласыз, ол сол ақшаны алады да, 2 есе процентке ақша, кредитке ақшаға береді ғой елдерге ше, мысалға. Енді солай использовать ететін, енді банковский система түсінгеннен кейін, в принципе, ты понимаешь, что ол ақша бәрібір жақсы жаққа кетіп жатқан жоқ қой деген сияқты да. Енді кредит алу да ол жақсы нәрсе емес қой негізі дегенім ғой. Енді это просто личное мое мнение. Рахмет сізге жауабыңызға. Сізден сұрасам бола ма? Мысалы, ақпарат алу үшін Freedomға барғанда олар айтады да, бізде былтырлар акцияға, облигацияларға 1-2 миллиондар сондайларды қабылдай беретін менеджер ретінде. Қазір міндеттеп тастады, минимум пару 10 миллион болса ғана персональный менеджер беріледі дейді да. В общем, манипуляция жасайды. Егер сізде 10 миллион әкеліп акцияға неге салатын болсаңыз, пожалуйста, маған телефон соғыңыз. Егер істемесеңіз, мен мазаламаңыз, колл-центрға соғыңыз деп кеше сөйтіп манипуляция істеді. Содан кейін біртүрлі болып қалдым. Менің несостоятельностьтан давить еткісі келді ма? Мынаны түсіну керексіздер, олар негізі персонально Freedom не имеет права работать с вами. Ол мынандай түсінік бар, квалифицированный инвестор, неквалифицированный. Квалифицированный инвестор бұл прям заңда жазылған. 50 мың долларыңыз болса ғана сіздің ақшаңызды олар қабылдап басқара алады. Ол 50 мың доллардан басқа сізде өзіңіздің 100 мың долларға жалпы активіңіз болу керек. Сол себептен жалпы акциямен айналысатын адамдарда ол міндетті түрде басқа ақша болу керек. Бұл өте негізі рискованный сфера.
сол себептен мемлекет солай реттейді. Енді персональный менеджер деген білмеймін, ондай болмаған. Сіз өзіңіз просто брокерский счет ашып ақырындап салып отырсаңыз болады, иә. Ол риск өзіңізде. Қандай олар сізге айтпайды, қандай сатып алу керек, қандай сатып алмау керек, сіз өзіңіз білу керексіз. Енді осы сабақтарда біз постараемся раскрыть, бұл ұзақ сабақ менде, бірақ максимально постараюсь вам дать информацию, қалай таңдау керек екен. Бірақ біз үлгермейміз. Мен түсінгенім, олар манипуляциямен NLP-ларды күшті кетеді, осы банктың осындай инвестиция, несиені жасайтын. Қазір олардың бәрін қадағалап жатыр, тексеріп жатыр. Сондай бар екенін естідім, оны оларды қадағалайды. Негізі ешқандай манипуляция жасамау керек, бұл жерде ешкімді обязывать етпеу керек. И сіздің міндетті түрде артық ақшаңыз болу керек. Бұл барлық ақшаңызды салып, құнды қағаздар рыногына кіруге болмайды. Қаржылық жастықша міндетті түрде сізде болу керек. Бұл қаржылық жастықша дегеніміз не? Сіздің 6 және де 3 айлық затраттарыңызды жаба алатын сома. Егер де сізде бұл ақша жоқ, мен құнды қағаздар рыногына кіруге сізге жауап қажет емес. Сізде ең бірінші өзіңіздің осы 6 айлық затраттарыңызды жабатын сома депозитте тұру керек. Депозитке сіз жаңағы пайыз алатын инструмент ретінде қарамай, ақшамды сақтау деп қараңыз, иә? Енді ол қанша религиозно болсаңыз да, сіз қалай өзіңізге былай бересіз ақпарат, солай қалыптасады ғой. Просто сақтайтын инструменттер бар, иә? Пайызын алып. Енді ол жағын білмеймін, қайда сақтайсыз, енді бізде басқа инструмент жоқ қой. Онда жаңағы страховой продуктерге сақтасаңыз болады, иә, ақшаңызды. Оны Ислам банкі мәселесі бойынша қайта қарасаңыз болатын шығар. Әйтпесе, егер дінге сала берсек, отырған зуминарымыз да, смартфонымыз да дұрыс болмайды. Сондықтан кейбір тұстарда өзіңіздің жеке мәселеңізге қатысты білімді кеңейтуіңіз керек сияқты. Білім алуға сондай қарсылық жоқ қой дінде, қыздар. Жоқ, енді жаңағыдай тұстарда. Дінге қарай нестемей ақ Мен қояйық, сізден семинарға байланысты сұрайыншы. Мен осыған дейін қаржыға қатысты актив пен пассивті естіп келгем, тек қана жаңағы пайда табуға қатысты деп. Бүгін біліп отырмын, оның жалпы шығымға да қатысы бар екен, актив, пассив деп аталатыны. Мысалы, жоқ, активный доход, пассивный доход деген түсінік қой. Пассивный доход логикасы бір нәрсе ғой, енді сізге пассивный доход әкелетін нәрсе, дұрыс пассивный доход болу керек қой, мысалы, иә. Активный доход дегеніміз сіз өзіңіздің физикалық... Оларды білемін, түсіндім. Мен осы уақытқа дейін естімеппін, шығыстың да актив пассиві болатын дегенім ғой. Енді сонда келесіде бір осындай бір нәрсе айтқанда нақтылап, жаңағы сөз тіркесімен айту керек екен, иә, мысалы. Активті плюс, активті минус деген сияқты қылып. Мен сізді түсінбей тұрмын, қалай шығыстарын дейсіз ба? Енді бізде пайда келу жағынан көбінесе қаржылық үйреткенде осы уақытқа дейін бізде актив, пассив деген сөзді пайдаға ғана қатысты үйретті. Соны айтып жатырмын. Яғни актив дегенде сіздің еңбегіңіз, ойыңыз, миыңыз 24 сағат болмаса да 8 сағат жұмыс жасап тұрады деді. Ал егер пассив десе, сіз бір рет жақсылап басқарып аласыз, немесе жаңа инвестиция салып аласыз, немесе сіз жұмыс жасайсыз, пассив, сіз 24 сағат ұйықтап жатқанда да пайда түсіреді деп үйретті. Сосын ғой мен сұрап жатқаным. Жоқ, бұл жерде активный и пассивный доход деген түсінік. Бұл дегеніміз, егер сіз бұны сөз тіркесін, актив дегенге сіз жаңағы подлежащий ретінде қарасаң, подлежащий деген бастауыш. Жаңа шығыс дегенге олар үйреткен жоқ. Активті шығыс болады, пассивті шығыс болады деп. Мына бастауыш қарасам, мысалы... Енді қараңыз, сіз айтып жатқан активный доход, бұл сіз, мысалы, активный доход, менің қатысуымсыз, мен біреуге жұмыс істеймін ба, бұл активный доход. Мен егер жұмыс істемесем, менде доход болмайды. А пассивный доход, это тот доход, сізге жұмыс істемесеңіз де әкеп тұрады. Үйіңізді арендаға беріңіз, депозиттен түсіп жатқан пайыз, немесе жаңағы құнды қағаздардан түсіп жатқан пайыз, бұлардың бәрі сізге пассивті доход әкелетін инструмент. Жоқ, оны мен түсіндім. Оған дейін сол бағана мен сөйтіп айтып жатқан кезде
мына жерге қарасам, шығысқа да солай, қаржылық минусқа да солай актив пассив деп айтыла ма деп сізден нақтылап сұрап алайын дегем. Енді түсіндіңіз ба? Әлі түсіне қойған жоқпын. Шығыс болады ғой, сіздердің түсіндіріп жатқандарыңыз бізден шығатын шығыс. Минустар яғни. Түсім емес. Мысалы қараңыз. Соны сіздер айтып жатсыздар, пассивті болады, активті болады деп. Менің айтып Мысалы, жатқан туыстардың алдына жұмсайтын нәрсе ол минус қой, шығыс қой. Міндеттемелерге кіретін болса, ол кіретін нәрсе емес қой. Пассив доход емес ол. Пассив не болады ол? шығыс ретінде, мысалы қараңыз, сіздердің араларыңызда бухгалтер бар, иә? Мен қаржыгер, финансист ретінде бізде жалпы екі бөлігіміз бар. Біздің активтеріміз, пассивтеріміз. Шығыс ретінде қарайтын болсақ, бұларға пассив деген сізге кетіп жатқан ақшалар, затраттар. Актив дегеніміз сізге келіп жатқан ақшалар. Бұны мен физикалық, мен өзім доходыма емес, жалпы бір компанияны немесе вот сіздің семьяңызды бір объект ретінде алып қарасаңыз, бұларда актив болады, пассив болады. Солай қарастырып тұрмыз біз. Ол қаражатқа қатысты болып тұр, сонда? Иә. Жалпы қаражатқа. Иә, пассивтер просто сізден кетіп жатқан ақша. Ал актив дегеніміз бұл бухгалтердің терминін сізге қарапайым тілге ауыстырып тұрған түсінігім менің. Актив ретінде мысалы айтауы мүмкін біреу, менде үлкен машина бар, это актив деп. Бұл актив болмауы мүмкін деп тұрмын ғой. Сіз бұл активіңізге актив деп айту үшін бұған кеткен ақшаны рыноктағы 1% табыс мөлшерімен салыстыру керексіз. Мысалы, сіз қазір үй сатып алдыңыз. 50 миллионға арендаға беріп қойдыңыз, 350 мың теңге алып отырсыз. Иә, сіздің бұл активный табыс болып тұр. Бірақ та бұл тиімді ма, тиімді емес па? Біз тиімділік, сіздің актив деп санайтын затыңызды тиімділік тұрғысынан қарастырып тұрмыз. Сізге бұл ақшаны жаңағы 50 миллионды депозитке салып қойсаңыз, сізге қазір 700 мың теңге келеді. Не тиімді? Жаңағы квартира сатып алып арендаға беру ма, жоқ депозитте ақшаңыздың одан көбірек әкеп тұрғаны ма? Біз осы тұрғыдан талдау жасауды үйреніп жатырмыз. Өзіңіздегі мүліктерді қалай талдау жасап, оны пассивтен қалай активке ауыстыра аламыз. Жаңа активтік табысқа, иә? Активный дегеніміз бізге жұмыс істеп тұратын табысқа айналдыруды қарастырып жатырмыз. Енді түсіндіңіз ба? Маған пассив доходты түсіндіріңізші онда. Егер бұл актив пен пассив деген сөзді басқа бір доходпен, басқа контекстке, любой сөзді қандай контекстта қолданасыз, сол контекстта талдау жасай білу керексіз, иә? Бұл жерде сіздің жалпы логикалық мынандай ойлау жүйеңізді кеңейту деп айтамыз ғой. Пассивный доход, слово пассивный доход деген бар. Пассивный доход — это тот доход, сіз ұйықтап жатсаңыз да сізге ақша алып келіп жататын. Біз бұны басқа контекстке қолданып жатырмыз сөзді. Актив деген сөз, бұл жерде активный доход дегеніміз, бұл сіздің активна физикалық тұрғыда қатысуыңыз арқылы ғана пайда келіп тұрса, бұл сізде активный доход дейді. Сіз жұмыс істемей қалсаңыз, сіздің ешқандай ақша келмейді. Түсіндіңіз ба? Мысалы, сіздің бизнесіңіз сіздің қатысуыңызбен ғана жұмыс істеп жатыр. Бұл бизнес система, бизнес системный дейді ғой, сіздің қатысуыңызда без вашего участия жұмыс істей беретін болса, сонда ғана бұл бизнес жаңағы пассивті табыс болып саналады. Пока сіздің қатысуыңыз жаңағы без вашего участия без вашего участия егер бұл бизнесіңіз сізге ақша келмейтін болса, бұнда бұл пассивті емес, бұл активті бизнес, иә? Ары қарай жалғастырайықшы, кешірерсіз, да? Бұның бәрін мен сізге айттым ғой, осы уақытқа дейін осындай түсінікпен келдік деп. Осылай түсіндірді финансовый неде. Тағы да бар екен ғой деп сұрадым ғой сізден. Осындай пассив. Иә, басқа адамдардың уақытын алып жатқан сияқты жекеден или Google-дан көбірек қарап алсаңыз, басқа Мен неге Google-ден қараймын, егер специалист отырса? Давайте бетейікші. Біздің уақытымызды аласыз. Маған жекеме жазыңыз, мен сізге түсіндіремін. 9 мен 6 арасында. Жалпы
бұндай детальный нәрселерді түсінбейтін болсаңыз, мен сұрақ қойған адамға жауап беруге міндеттімін, бірақ та басқа топ мүшелерінің де мүддесін ойлау керекпіз, иә. Қаржылық жастық туралы сұрақтарыңыз бар ма? Қандай Жоқ, жағдайда? мен бір-ақ рет айтып жіберейін қысқаша. Мен сіздің маған түсіндіргеніңіздің бәрін бірінші сізге айтып түсіндірдім. Пассив осындай, актив осындай болады, доход деген сөзбен жүреді деп. Мына кісілердің де өздері тыңдап отыр ғой. Мен сұрақты дұрыс қойдым негізі. Кешірім өтінемін, егер уақыт алып деп жатсаңыздар. Мен бірақ қайта түсіндіріп бер деп айтқан жоқпын мұны. Мен сондай түсінік алдым деп айттым. Ары қарай осы қолданған терминді маған түсіндіріңізші. Ол да мынандай минусқа кіретін жерде де айтылады екен ғой дедім. Менің сұрағым дұрыс емес па сонда? Жоқ, қараңыздар, мен сұрақ қойдым. Мына сұрақты түсіндіңіз ба енді деп едім, жоқ, особо түсінбедім дедіңіз. Жоқ, түсінбеген себебім актив, пассив деген сөзді минусқа қолдана ма деген жерді түсінбедім дедім. Болды. Мен сізге қайтадан менің түсінігімді қайдан айтып берші деген жоқпын. Аудитория түсінбесе, мен қайта айтуға тоже міндеттімін, иә. Енді қаржылық жақсы, жастық бұны өзіңізге жазып аласыз, сосын сұрармын. Өйткені біз осы мәселені енді давайте біреуге айтамыз. қаржылық білім ретінде алдық деп. Қаржылық жастықшаның мақсаттары мен міндеттері бар. Егер де сіз қаржылық жастықшаның ақшасын бизнеске, сауда жасауға, отпускке, подаркиге, несие төлеуге жұмсасаңыз, бұл мақсатсыз жұмсалып жатыр деген сөз. Біз қаржылық жастықшаны, ковид сияқты жағдай болды, соғыс басталды, декрет, немесе бұл шұғыл түрде ремонт жасау керек болды, машинаңыз соғып алдыңыз, әртүрлі жағдайға қолдансаңыз, бұнда ол өзінің мақсатымен қолданып жатыр деген сөз. Смарт мақсаттар, бұл смарт мақсат дегенімізге сіздерге үй тапсырмасын беремін. Орысша вариантын жіберіп қойған, қазірден бастап қарай берсеңіздер болады. Қазақша вариантын мен аудару керекпін, аударып сіздерге тағы да жіберемін. Бұл смарт мақсат дегеніміз, сіздің мақсатыңыз нақты болу керек, өлшелмелі болу керек, және де қолжетімді болу керек, иә, и релевантты болу керек, және де оның бір уақыты болу керек. Бұл дегеніміз не? Мысалы, бірінші қарашаға дейін әр айда 100 000 теңгеден ақша жинап, 3 айдың ішінде сізге ноутбук сатып алу керек, иә? Ол ноутбук сізге ақша алып келеді. Сол себептен сіз сатып алуға міндеттісіз, өзіңізге. Бұл сома сіздің табысыңыз бен шығысыңызды ескере отырып қолжетімді, иә. 300 000 теңге жалақы аласыз, 100 000 теңгеден бөліп отырсаңыз, в принципе, сіздің өміріңіздің сапасы өзгеріп кетпейді, иә. Сол сияқты әрбір мақсатыңыз сіздің қолжетімді болу керек, бірақ та сіздің особенно орта мерзімді және де ұзақ мерзімді мақсаттарыңыз өздеріңіздің мүмкіндіктеріңізден сәл жоғары болу керек. Сол кезде сізде енді бір жаңа жетістікке жетуге ынтаңыз болады, және де көбірек ойлайсыз, ақшаны қалай көп тапсам екен деп. Бұл сіздерге берілетін формула Excel'евский файлда әр ячейканы толтырған кезде. Так, қазір ашсам бекен. Жоқ, сіздер өздеріңіз қарайсыздар. Сұрақтарыңыз болса, маған сосын қоясыздар, иә. Өйткені мен қазір көрсеткенмен де оны пока сіздер ішіне кіріп шығып істеп көрмегенше түсінбейсіздер. Бұл жердегі логикасын түсіндіріп өтейін. Әрбір закрашенный ячейки бар, боялған ячейкаларды ғана толтырасыздар. Өйткені басқаларын бұзсаңыздар, ол жақта формулалар тұрда, ол формулалар бұзылып кетсе, сіздің есебіңіз, жаңағы мақсатыңыздың құны дұрыс есептелмейді. Жалпы болашақ біздің табысымыз, иә, сіздер мысалы айтуыңыз мүмкін ғой, бір жылдың ішінде менің мақсаттарыма 100 миллион теңге керек деп, иә. Сонда сізде жылдың соңында, бір жылдың ішінде, 12 айдың ішінде мақсатыңыз 1 миллион теңге, иә. Бұл мақсатыңызға жету үшін қазір қолыңызда 100 000 теңге бар дейік. Бұл сіздің бастапқы сомаңыз, болашақ сомаңыз 1 миллион теңге. Қазіргі кездегі ставка безопасная. Айттым ғой сіздерге, бір ставкамен өлшейсіздер деп. Бұл депозиттік ставка, безопасная ставка. Егер де сізде басқа ставкалар болатын болса, жаңағы басқа да инструменттерден, облигациядан, құнды қағаздардан алатын болсаңыз, онда қазір маған мына жақта көмекшім жазып жатыр да, бір сұрақ болып қалды ма деп жатырмын. Сіздер жалпы
солай рыноктағы ставкамен өлшеу керек боласыздар. Сол себептен мұндағы мөлшерлемені бізде 15% деп мен көрсетіп қойғанмын. Бұл ячейкаға тиіспейсіздер. И мерзімі сіздерде қысқа мерзімді деп тұр, бір парақша бар. Орта мерзімді деген парақша бар. Үшіншісі ұзақ мерзімді деген парақша бар. Бұл жерде мақсаттарыңызды өздеріңіздің ой жүйеңізден өткізіп барып жазасыздар. Сіздерге 12 айдағы мақсаттарыңыздың бәрін шығарып береді. Мысалы, бастапқы сомаңыз болса жарайды, қойыңыз, бастапқы сомаңыз болмаса 0 деп көрсету керексіз. Сізде құныңызға, және де міне S деп тұр ғой, мына жерде табу, нені табу керек? S-іңізді формула, міне мынандай формуламен шығарып береді. Ай сайын сіздің қысқа мерзімді мақсатыңызға жету үшін ай сайын қанша жинақтау керексіз? Тура сол сияқты орта мерзімді мақсаттарыңыз жазасыздар, сіздерге орта мерзімді мақсаттарға жету үшін қанша ақша жинау керек? Соның бәрін Excel-ге файл шығарып береді. Үй жұмысын орындайсыздар, маған жібересіздер. Бұл жерде дұрыс емес деген вариант жоқ. Жалпы мен сіздердің ойлау масштабтарыңызды, мақсат қоюларыңызды қаншалықты дұрыс болды, дұрыс сіздер мақсаттарыңызды орта қысқа мерзімді деп бөле алдыңыздар ма, соны көремін, иә. Өйткені әркімнің мақсаты біреудікі биік болуы мүмкін, біреудікі әртүрлі болуы мүмкін. Ол адамның өзін. Бұл жақта мы не осуждаем, не критикуем, мы просто смотрим, иә. Қандай мақсат жасаңыз да өздеріңіздің интерестеріңізді, мүдделеріңізде болу керек. Сонымен, мысалы, жоғарыдағы мақсаттарға жету үшін сіз 270 мың теңге ай сайын жинау керексіз. Неге бұл сома аз, иә? Мынау 4 миллионды 12-ке бөлесең осы сума шығады деп ойлауыңыз мүмкін ғой, иә? Бұл жерде эффективная ставка деген түсінік бар. Вообще кім түсінеді жалпы эффективная ставка деген түсінікті? Араларыңызда бар ма эффективная ставка деген түсінетін? Біз келесі сабақтарда бұны... Ау? Иә, түсінеміз. Иә, ол сіздердің ақшаны жинайсыздар ғой, күнделікті жинаған ақшаға процент есептелінеді да, ол есептелген процент алдыңғы жиналған сомаға қосылып, ертесі күні процент уже үлкейе береді. Бұл эффективная ставка деп аталады. Номиналды ставка, эффективная ставка деген екі түрлі түсінік бар. Бұл соңында осы номинальный ставкамен ай сайынғы жинайтын сомаңыз сіздің 5 миллион теңге нету үшін 270 мың теңге. Первоначальный взнос 1 миллион теңге, иә, условно. Сол сияқты сізде, мысалы, барын есептеп береді, самое главное, вникайте и правильно дұрыстап ақпараттарды енгізіңіздер. Жалпы жеке қаржылық жоспарлау, бұл Европада жеке қаржылық жоспарлау адамдар студент кезінен, студенттік өмірді бітіреді ғой, содан бастап сразу ойлай бастайды. Неге? Өйткені олар пенсияға шыққан кезде өздері пенсия қанша алады, өздері біледі. Бізде әлі жаңағы пенсия алмайтын адамдар әлі пенсионный возрастқа жеткен жоқ. Именно сол возрастқа келген кезде біздің қаржылық сарапшылардың, мен сияқты, советниктардың мәртебесі өседі десек болады. Өйткені ақш-та қаржылық сарапшылар бұл адамдардың ақшаларын басқарады. Олар басқарып, олардың дұрыс пенсияға шыққан кездегі бүткіл жаңағы ақшаны сақтау стратегиясын жасайды. Және де пенсияға шығудың өзінің бір мандаттары бар, қайда салу керек, қайда салмау керек деген сияқты. Бізде Қазақстанда бұл келе жатыр. Бізде жаңағы болашақта пенсия алмайтын бір поколение өткеннен кейін адамдардың ойына келетін шығар. Әлі сауаттылыққа онда жетпей жатырмыз. Жалпы жеке қаржылық жоспар дегеніміз біздің өзіміздің пенсияға келу кездегі өмір сүру деңгейіміз. Неге бізде американдықтар көбінесе круизда өмір сүреді? Олар үйлерін арендаға беріп тастап, пенсияларын жақсы жасап алғаннан кейін, им даже выгодно сондай, все включенуда өмір сүрген. Бізде көбінесе үлкен кісілер немерелерін бағып үйде отырады. Мен, мысалы, менің мақсатым біздің адамдар пенсияға шыққаннан кейін жаңағы немере бағып отырмай, өздерінің өмірлерінің сапалы өткізгенін қалаймыншы. Сол себептен қазірден бастап ақшаларыңызды дұрыс басқарып, сіздің финальный мақсатыңыз жаңағы пенсионный возрастқа шыққанда пассивный доходқа шығып, пенсионный возрастқа не обязательно 63 жаста шығу.
егер де дұрыс ақшаңызды жинап, пассивный доходыңыз 50 жасқа жеткеннен кейін де сіздің өмір сүруіңізді, сапалы өмір сүруіңізді қамтамасыз ететін болса, бұл сіз, значит, жеке қаржылық жоспарыңызды дұрыс жасадыңыз деген сөз. Сол себептен бұл жерде жеке қаржылық жоспар дегенде сіз қазірден бастап қалай жоспар жасайсыз және қандай возрастқа жеткен кезде сіздің ақшаңыз сізге қанша доход әкеліп тұрады. Мына формулалар арқылы соны есептеп шығаруға болады. Бұл жақта бәрі есептелінеді, уже сіздерге ғалымдар оның бәрін есептеп қойған. Главное осы инструменттерді дұрыс қолдану арқылы қанша жаста, қазіргі кезде қанша доходыңыз бар, сонымен өзіңіздің жеке қаржылық жоспарыңызды жасап, пассивный доходқа шығу возрастыңызды анықтау. Әрине, сіз 25 жаста бастасаңыз, 45 жаста пассивный доходқа шығу дұрыстап жоспарласаңыз жоғарылақ болады. Енді қазір 40 жаста болсаңыз, онда уже 60 жас, 20 жыл возраст аламыз. Егер сізге біреу келіп, сізді азақ уақытта пассивный доходқа шығарып жіберем дейтін болса, ол өтірік. Біз ондай мифтарға сенбеу керекпіз. Көбінесе олар мошенниктер болып шығады. Міне жоспарларымызды, мақсаттарымызды бөлеміз: қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді. Қысқа мерзімді мақсат ол 1 жылға дейінгі. Мысалы, балалардың оқуы бар, платный оқуы мүмкін. 1 жылда шетелге барғыңыз келуі мүмкін. 1 жылда телевизор немесе холодильник бұзылып қалды. Әртүрлі мақсаттарыңызды, чего хотите 1 жылда, соны жазасыз. Бұлардың сомасы енді үлкен болмау керек. Орта мерзімді мақсат: машинаңызды ауыстырғыңыз келе ма? 2 бөлмелі пәтерде тұрасыз, соны 3 бөлмеліге ауыстырғыңыз келе ма? Самый главный, әр мақсатыңыздың құнын біліңіз. Ұзақ мерзімді мақсат бұл 3 жыл мен 10 жылдың аралығындағы. Бұл жерде қандай мақсаттар енеді? Өзіңізге қор қалыптастыруды да, мысалы, 10 жылдың ішінде $100 000 хочу накопить, сол $100 000 маған, чтобы жаңағы 200 000 теңге, 300 000 теңге, 400 000 теңге доход әкелді. Немесе үй салғым келеді, баламды оқытқым келеді деп, уже ұзақ мерзімді мақсаттарды ойлап жазу керексіз, және де әр мақсаттың құнын жазу керексіз. Бұл файлда. Бұл жерде мынандай проблемамен қалай айтсақ болады, кездесуіміз мүмкін. Кездесуіңіз мүмкін. Мысалы, мақсаттарыңыз көп, бірақ та приоритет. Бұл жерде приоритет болуы мүмкін. Тұрғын үй жағдайын жақсарту, ремонт жасау, немесе 2 жыл күте тұрады, 2 жылдың ішінде ақшамды жинап, басқа үй алу деген сияқты. Сол себептен барлық мақсаттарыңыз жазып жатқан кезде бұларға басымдылығын айқындау керексіздер. Көлік сатып алу ма, балаңызды оқыту ма, қазір тұрғын үй ма, ұзақ мерзімді инвестиция, зейнетақыны қамтамасыз ету. Өзіңізге сұрақ қою арқылы, рефлексия деп атайды, не маңызды, соны айқындап алғаннан кейін барып қана жазыңыздар. Бұл өз-өзіңмен жұмыс істеу, саморефлексия дейді. Бұл психологтармен жұмыс істейтін механизмдар, тренерлардың механизмдары. Сонымен қатар бізде соңында бәрі бізге неге алып келеді? Соңында біз алдында тренерлардың айттық қой, ең бірінші үйренеміз, екінші қолданамыз, есте сақтаймыз, үйренеміз, қолданамыз. Соңында біздің мақсатымыз бұларды жүзеге асыру, реализовать. Бұл ең соңғы этап, бұл біздің қандай жетістікке келу керекпіз? Біз ақшамызды қор жинап, дұрыс инвестициялық стратегия жасап, оны дұрыс басқара білу деңгейі. Бұған біз әлі келеміз 5-ші сабақтарда. Енді самый главное инвестиция жасаған кезде ең бірінші сенімді, компания сізге сенімділік тудыра білу керек. Компанияның беделін, рейтингін, аудиторлық отчетін, септілігін дұрыс оқи білу керексіздер. Бұның табыстылығын, қанша кірісі келеді, қаржылық есептерді оқи білу керек. Мұнда да ешқандай блогердің мынау компанияның акциясын сатып ал дегенге ілесуге болмайды. Өздеріңіз талдау жасай білу керексіздер. Потом ликвидность деген түсініктілік бар. Бұл орысша айтқанда маған түсініктірек. Мысалы, өтімділік деген сөзді, жаңағы жақтағы айтқан сылқым деген сөзді тоже аударған. Ликвидность дегенді напрямую аударсаңыз, өтімділік, өтімділік деген сөзді қазақша түсінбеуіңіз мүмкін. Но бұл сөздер бізге шетелден енген болғандықтан түйсігіңізде түсіну үшін бұл бір активтің, сіздегі актив, үйдің, немесе акцияның, облигацияның тез ақшаға айналуы. Мысалы, үй бұл ликвидный емес актив. Акция, егер де бұл
крупный компаниялардың акциясы болатын болса, бұл өтімді болуы мүмкін. ETF-тар өтімді, облигациялар бәрі емес, енді кейбір облигациялар тоже өтімді, иә. Сол сияқты сіздер өтімділік деген сөзді түсіну керексіздер, и оларға қайсысы қандай инструмент өтімділікке жатады, соны түсіне білсеңіздер, онда сіз өзіңіздің инвестициялық стратегияңызды дұрыс жасап, ақшаңызды енді біз жоспарлап болдық, иә, зерттеп жаңағы кірісімізді шығысымызды. Келесі этап басқарып болдық, жоспарладық, иә, жоспарлау бізге жаңағы целдеріміз арқылы келді. Үшінші этап бізді ақшамызды көбейту. Осы этап, ең басты этап, бұл біздің жаңағы тренер ретіндегі сіздерді уже нәтижеге алып келу. Осы деңгейге сіздер 10 сағаттың ішінде жету керексіздер. Жалпы инвестицияның түрлері, иә. Инвестиция дегенде көп адамдар ойлайды, не деп, только құнды қағаздар деп, акция, облигация деп ойлайды почему-то. Жалпы инвестиция дегеніміз, сіз ақшаңызды салып, одан пайда алып отырсаңыз, бұл инвестиция болып саналады. Жалпы бизнес, негізі өзіңіздің бизнесіңізге салынған инвестиция, бұл ең жақсы пайда келетін инвестиция, бірақ та қазіргі кезде депозит мысалы 20% әкеп тұр, иә, қысқа мерзім депозиттер. Бизнеске салсаңыз, сіз дұрыс бизнес-план, финансовый модель жасау арқылы ғана ақшаны салу керек. Менің просто опытымда болды, тәжірибемде. Көптеген адамдар, ой, анау айтты, мынандай бизнес ашу керек, анадан оқыдым, мынау блогердан оқыдым. Барғанда бір бизнес аша салған, андай бір машинаға құятын жидкостьтер бар ғой, терезені жуатын, сондай ашып алған бизнес. Оны қайдан оқыдыңыз десек, ана блогердан оқыдым, ана жерден химияны алған, сумен еткен, үйінде складында отырып жасап отыр, ақша жоқ. Ақшасы 2 миллион теңге оқуға беріп тастаған, вложениесі жоқ, үйден істеп отыр, мынау өтпейді. Вообще ешқандай бұл да енді қаржылық сауаттылықтың жоқтығы деп айтсақ болады, өйткені қаржылық сауаттылық деген бизнеске бармас бұрын өзіңнің ақшаңды реттеп алу керексің, одан кейін барып ақшаның бизнестің де ақшасын дұрыс басқару керексің. Бизнес бастамас бұрын сен талдау жасай білу керексің, иә. Тек қана осы бизнестің бастамас бұрын оны жоспарлап, финансовый модель жасап барып, бұл тиімді ма, тиімді емес па, біз бұл программада үлгереміз ба, үлгермейміз ба білмеймін. Менің өзімнің программаларымда бізде бизнес-планның қалай жасау керек, финансовый модель қалай жасау керек, ондай тақырыптар өтеді. Бірақ бұл 10 сағаттың ішінде оны өтіп үлгермейміз. Сол себептен бизнесті бастамас бұрын сіздер опять-таки рынокта қазір қандай ставка бар безопасная? Может, мына 20 миллион теңгені бизнеске салмас бұрын, может, мен пока депозитпен отыра тұрам деген сияқты, иә. И потом экономиканың циклдары бар бізде. Мысалы, қазір біз айтып кеттім ғой, кризисный циклдамыз. Экономика төмен түсіп жатыр, искусственно, иә. Бұндай кезде бизнес бастамайды. Экономика көтеріліп жатқан кезде бизнес бастайды. Қандай кезде көтеріледі? Қазір мынау монетарная политика, базовый ставканы национальный банк төмендеткен кезде экономика, значит, өсу қарқынына кетті деген сөз. Сол кезде бизнес бастауға болады. Қазір бизнес бастайтын уақыт емес. Жылжымайтын мүлікке салу, рейд деген қорлардың түрі бар. Бұл қазіргі кезде табысап, пайдакс немесе Freedom Bank арқылы да рейд қорларына салуға болады. Олар исторически 3%, 4% көлемінде доллармен ақша келеді. Опять-таки доллармен ақша келгенде біз бұны депозиттің ставкасымен доллармен есептейміз. Доллар депозит 1% келеді. Вот. Енді бағалы қағаздар дегеніміз не? Кім түсінеді? Бағалы қағаздарға салып ақшаларын управлять етіп отқандар бар ма? Иә, бар. Қандай Жалпы түсінеміз дегенім ғой, бағалы қағаздар, акция, облигацияларды түсінеміз. Менде бір-екі ETF бар, былай онша қатты не істеп жатқан жоқпын, пока пробуешь, былай. Иә, бұл ақшаңызды, енді бұл рынокқа кірмес үшін сіздерде мен айтып кеттім, подушка безопасности болу керек. Потом бұл акция, ETF, облигацияларға ақша салу үшін сіздің басқа бір қорыңыз болу керек, иә? Подушканы теңгемен, доллармен ба, или бағана сіз айтқандай? Теңгемен депозитте болу керек, алынады. Вот. Енді бұл диверсификация үшін керек, иә? Сізде ақшаңызды бөліп тастау керексіз ғой, ETF-ке, акцияға, облигацияға,
ең соңында сізге бір стабильный доход алып келу керек. И потом краудфандинг деген қазір платформалар бар, өзім салам, бірақ бұл жаққа көп ақшадан салмайсыздар, 500 мың теңгеден ғана. Өйткені стартап проекттер немесе бір қымбат жақта 35-40% табыстылық береді, бірақ та ол өте рискованный, иә. Бұл жерде сіз өзіңіздің риск профиліңізді анықтау керексіз. Мен осы темаға қосам. Ең бірінші ол риск профиль дегеніміз не? Кейбір адамдар бар, вообще ақшасын жоғалтуға қорқады, иә. Кейбір адамдар бар, ақшаны көбірек табу үшін всем готовы рискнуть. Бұл уже адамның психотипі, иә. Сол үшін сіз өзіңіз қандай психотипке жатасыз, біз соны келесі сабақтарда үйренетін боламыз тоже. Сіз соны білген кезде, өзіңіздің қандай инвестор екеніңізді білген кезде уже білесіз, қайда ақша салу керек, ақша салмау керек. Көбінесе компанияларда жұмыс істейтін адам, олар жаңағы консервативный инвесторлар. Егер бизнесмендер болса, олар уже агрессивті, иә, оларға бизнес дегеніміз жалпы рискпен байланысты ғой, болуы да мүмкін, болмай қалуы да мүмкін. Сол сияқты бұл краудфандинговый платформаларға ақша салу үшін сіз жалпы экономиканы, бизнес қалай жұмыс істеп жатыр, вот мен айтқан циклдарды түсіне білу керексіздер. Бұл жалпы қаржылай сауаттылық деген жай ғана үйдің бір шеңберінде ғана қадалып қоймайды, жалпы экономикадағы, қаржы саласындағы барлық құбылыстарды түсіне білу. Сұрақтарыңыз бар ма? Менің тақырыбым қаржылық сауаттылық, бұл бір ғана темасы, инвестициялық сауаттылық, оның ішінде предпринимательдер арналған күрделі тақырыптар бар, бірақ бұл теманың ішінде біз қарапайымдармен ғана жұмыс істейміз. Жалпы егер де сұрақтарыңыз болмаса, негізі сұрақтарыңыз бар ма? Мен айтқан тақырыптар бойынша. Менің сұрағым бар еді ғой. Хорошо, давайте мен қазір тексерейін. Айта беріңіздер. Тыңдап тұрмын. Менің сұрағымда, депозитке ақша салу үшін қанша салған дұрыс, қандай депозитке салған дұрыс, сол жағынан кішкене айтып жібере аласыз ба? Депозитті менің өзімнің талдауым бойынша, мен каждый раз талдау жасаймын. Қазір Home Credit Bank оны жақсы береді. Депозитті банк таңдау үшін рейтингіне қарайсыздар. Рейтинг деген түсінікті сіздерге келесі тақырыптарда айтайыншы, өйткені ол өзінің бір көрсеткіштері болады, оны қазір айтқаным сіздерге түсініксіз болады. Менің сабағымда бар ол. Рейтингіне қарап банкті таңдап, и қысқа, орта, ұзақ мерзімді деген депозиттің түрлері болады. Шарттарын дұрыс оқу керек сіздерге. Көбінесе 20% беретін, ол қысқа мерзімді 3-6 айлық депозиттар. Бір банктан алып шай салып, екінші банкке барып солай көшіп жүруге дайын болсаңыздар, онда в принципе 20%-мен доход алуға болады. Оны каждый раз условиялар, талаптары банктердің өзгеріп отырады. Мен сізге қазір Home Credit деп айтсам, бұл банктікі адамдарды көп жинап алып, өсіп кетуі мүмкін, немесе төмендеп кетуі мүмкін. Сол себептен салмас бұрын банктерді алып тексеріп жүргізу арқылы, талдау жүргізу арқылы өзіңізге тиімді нұсқаны болады. Презаны жіберем, міндетті түрде жіберем ортаққа, және де Telegram чатта жоқпын дейді. Неге жоқсыздар? WhatsApp-тағы топтамын дейді. Мені WhatsApp-қа жазбаймын, 2 күн бойы менің WhatsApp-ымды бұғаттап тастайды. Қазір WhatsApp деген рассылка жіберткіздіртпейді екен. Бізде 70 адам кірмей қалды, потому что біз жібере алмай қалдық. Олар Telegram-нан таппадық, и жаңағы WhatsApp арқылы жіберем деп 2 күнге WhatsApp блокқа түсіп қалды. Сол себептен кім кіріп үлгерді, солар кіріп үлгерді, кім кіріп үлгермеді. Рахмет, Telegram-ға кірдім. Ақша ең өтім. Мне кажется, мен байқағаным, қаншалықты банктер енді кэшбэктер алу үшін банктың бәрімен амалсыз коммуникация жасауға тура келеді. Банктар мына халықтың пікір таластарын өте қатты ескереді екен. Бүгін бір банкпен сөйлессем, менің бұрынғы айтқан ұсыныстарымды ескеріпті. Осы содан кейін мен енді өзіме бір андай қорытынды ретінде алдым. Енді Қазақстанның азаматы болғаннан кейін, әрине еліңнің гүлдегенін қалайсың ғой. Бұрындар ерінетін аукциондарға, нелерге барғанда сіздің разработчиктеріңіз әзір
жүргізушілер былай жасасын деп кәдімгіше толтырып бүйтіп жазып беріп сосын айтады сізді маман салмайды. Жоқ, халықтың несі жақсарту үшін деген сияқты. Соған қарағанда мына адамдар ерінбей өздеріне мысалы кейбір көңілі толмайтын нәрселерді нақты жеткізетін болса, олар ескереді екен. Ол маған өте қатты ұнады. Сосын мен әрдайым оларға алғысымды айтамын, себебі көп жағдайда мысалы ұтымды несиелермен мен мысалы үй алуға, оқуыма да мысалы көп көмек берді да. Бұл жерде жаңағындай өзің оларға алғыс айтқан кезде ма сол күш қайтып келеді ау деймін. Жақсылықты жіберсең, жақсылық нұры шашып келе ма. Өзім әйтеуір әзірше банктерден жақсы. Арасында болып қалады енді андай-мындай, но бірақ негізі банкке де бір жан ретінде қарағанда бір өзгеше бір энергия келеді екен. Соны аңғарамын да. Все, давайте ол жаңағы біз тема бойынша нетейік, иә, сұрақтарға тезірек қазір жауап беріп тастайын, өйткені уақытымыз аз қалды. Қазіргі кезде коммерческий помещение алып арендаға беру дұрыс па дейді. Мен өзім коммерческое помещение алдым, бірақ арендаға беретін болсам 70 миллион, бірақ мен 30% төледім, бірақ жылдың соңында сдачаға бергеннен кейін сатып жіберейін деп тұрмын, потому что сатып жіберіп маған депозитке салғаннан көп пайда түседі. Мен уже жақсы пайда таптым, өйткені мен 1,50 миллион алдым, қазір ол 1,150,000, бірақ тура сондай помещение 1,5 миллион уже 1,5 миллионнан тұр. Бірінші линия деген сияқты. Арендаға беруден талдау жасап көрдім, тура сол районнан соны арендаға берсең, примерно 1,4 миллион, 1,300,000 береді алады екенсің, ал депозиттен көп пайда табады екенсің. Поэтому кредитный помещение алмас бұрын, опять-таки сіз есептеу керексіз, иә. Может, сіз оны алып сатып жіберу мақсатында алып жатсыз ба, иә, инвестиция ретінде қарап, иә, алып сатудан пайда табудан. Жалға берсеңіз, опять-таки оны рыноктағы ставкамен есептейсіз, может, депозиттен көбірек пайда табатын шығарсыз. Давайте сұрақтарға тезде жауап берейін. Я бір-бірімізге құрметпен қарайық. Личный, психологический сұрақтар болса, онда личкама жазыңыздар. Көбінесе по теме давайте будем обсуждать. Сол кезде бір-біріміздің уақытымызды біз нетеміз, құрметтейміз. Смарт мақсатты телеграм каналында қарасаңыздар, олар орысшасы бар, қазақшасын жіберем дедім ертең. Қанша уақыт болады? Бізде 10 күн бойы болады, 5 күн 10 сағат болады. Годовая ставка депозитке де, кредитке де, годовая ставка демейді, номинальная ставка деген түсінік бар, және де эффективная ставка деген бар. Сіз депозит алған кезде сізге выгоднее смотреть на эффективную ставку. Ал сіз кредит алған кезде, наоборот, эффективная ставка деген невыгодно для вас. Сол эффективный ставкаға көңіл бөлу керексіздер, өйткені номинальный ставканы көрсетіп қояды кредит алған кезде. Ал эффективный ставка деген кезде олар жаңағы страховка, банктың комиссиясы бәрін қосып қойды. Бұл жерде екі ставканы екі ситуацияда екі түрлі қарау керек. Кредит алғанда невыгодно, ал депозит алғанда ол выгодно. Вот, сол себептен годовая ставка емес, номинальная и эффективная ставка деп қараймыз. Вот. Тағыда қандай сұрақтарыңыз бар? Тез оқып жүрейін. Я, біз керек емес сұрақтармен көп адам отырған чатқа жазбаймыз. Сұрақтарыңыз болса, менің жекеме жазасыздар, үй тапсырмасын бәрін жекеме жібересіздер. Бұл жерде ешқандай қате, бұл жерде қате емес деген сұрақ жоқ. Қаншалықты сізге комфортно болады, солай істейсіздер. Краткосрочный депозит, Евразийский банк 20,5 болса, мысалы, бір банктен бір банкке 3-6 айдан көшіп жүрсеңіздер болады, сонда сізге пайдалы болады. Платно болды дейді. Немене платно болды, түсінбедім. Бағана WhatsApp рассылка ғой, не в тему. Банктың рейтингі сізде әр банктың сайтына кірсеңіз тұрады, міндетті түрде тұрады. Және де бұны агентство финансового надзора бар бізде, солардың сайтына кірсе де әр банк туралы ақпаратты рейтингтер тұрады. Мысалы, позитивті. Бұны келесі сабақтарда айтатын боламыз. Все, сұрақтарыңыз бар ма тағда? Үй тапсырмасын, общий чатқа жіберіледі ме? Годовая ставка, годовая ставка деген, годовая ставка дегенді мен айттым ғой, бұны мен
рынокта қандай ставка бар, соны ғана алдым. Бұл жерде біз уже қарамаймыз, эффективный, ол уже эффективно есептеп тұр, формула эффективно есептеп тұр. Годовая ставканы 15 деп қана алдық болды. Үй тапсырманы жіберемін, соны орындап маған келесі сабаққа дейін жіберіп отырасыздар. Түсінікті болды ма ақпарат? Түсінікті болса, біздің бүгінгі жалпы сабағымыз аяқталды. Қатысқандарыңызға көп рахмет. Мен мына записьті сақтап қоямын. Стоп рекординг.